Ассалаумағалейкум, қош келдіңіздер. Бүгін енді күтпеген жерден жиналып қалып, күтпеген жерден подкаст бастап кетіп жатырмыз. Өзі подкаст деген нәрсенің өзі аса бір күтілмейтін, ойламаған жерден жасалатын нәрсе екен ғой өзі. Кәдімгі бағдарламалардан, эфирдегі, телевидениеге бағдарламалардан ерекшелігі қазақтың табиғатына өте жақсы келеді. Өйткені өзіміз отырып шай ішейік деген форматтағы бағдарлама. Сондықтан бір жақсы әңгіме болады шығар деген ойдамын. Қош келдіңіздер. Рахмет. Енді арнайы бір таныстыруды қажет етеді ме? Қалай бір-бірімізді таныстырамыз, қалай қыламыз? Қалай таныстырамыз? Иә, таныстырайық, Асекеңнен бастайық. Үлкен бастайық, Асеке. Сізді енді біз танимыз, халық қалай тану керек сізді? Иә, мені мүмкін осы Қазақ Тревелдің негізін қалаушы, сол қажылықты умраны ұйымдастырудағы осы Қазақ Тревелдің басынан бастап құрып, осы уақытқа дейін сол қызмет атқарып, халыққа, қажыларға қызмет атқарып келе жатырмыз. Атым Тұрғанбаев Асхат, осы Қазақ Тревел компанияның басшысымын. Қазір бізде біраз өзгерістер болып жатыр, оны біздің бауырлар айтып жатыр. Сондықтан қош келдіңіздер біздің эфирге. Ол өзгеріс сізге қатысты болсын, да? Иә. Сіз кім болдыңыз? Өзгерістерге қатысты деп отыр. Иә, мен өзгеріспін деп. Есімім Әділбек, фамилиям Тұрғанбаев. Кәсіпкермін. Мына Асеке екеуміз келісіп, Асекеңнің партнері бар Қанат деген кісі. Осы кісілермен, ағалармен келісіп отырып, Қазақ Тревелға жаңадан құрылтайшы ретінде кіріп отырмын. Тағы бір құрылтайшы ретінде, үшінші құрылтайшы ретінде. Оған қосымша мына компанияның басшылығын өзіме сұрап алдым деп айтуға болады. Маған уақытша беріңіздер, мен жүргізейін деген сияқты. Сеніп тапсырдық. Сонымен Асекеңдер сенімен тапсырды. Алла разы болсын бұл кісілерге. Құдай қаласа енді үміттерін ақтауға тырысамыз. Бәрекелді. Сіз нені құрылтайшысы болдыңыз? Есім Пернер Қазыбек. Есім Қазыбек болады. Осы жаңағы аталып өткен Қазақ Тревел компаниясында гид қызметі, яғни жолбасшы қызметін атқарамыз. Қажыларды шығарып саламыз, қажыларды күтіп аламыз, қызметінде боламыз сол жақта. Сол жалпы қысқаша. Ал енді менің атым Сырым, мен осы құрылтайшылардың басын бір құрылтайға жинап отқан адаммын. Бүгін енді әзірге біздің подкасттың аты жоқ, иә? Бірақ бұл подкаст тұрақты түрде шығады деген ниет бар. Алла нәсіп етсе, бұл жерде енді елге пайдалы мақсаты, елге пайдалы бір әңгімелер айтылады. Жалпы жақсылық туралы, жалпы осы өзіміздің осы компанияның негізгі мақсаттары болсын, немесе жалпы елге пайдалы әңгімелерді осында талқылап отырсақ, қазір қоғамдағы бір өзгерістерге үн қосып отырсақ деген мақсатпен құрылып отқан подкаст деп түсініп отырмын. Соған қош келдіңіздер. Бұйырса, енді өзі әңгімені бастап кету керек қой, ең бастысы. Өзі әңгіме подкасттың қызық болуы, әңгіменің дұрыс басталып, жақсы бағытта өріп кетуінде енді. Сіз енді алғаш... Жоқ, мынадан бастайық бірінші. Көрермендер Арман ұстазды күтіп отырған шығар мүмкін. Сол кісі неге келмей қалды, соны түсіндіріп кетейік та, ондай болса. Сіз айтып берсеңіз, мен келгенше сіз уже біліп алдыңыз. Қайрат Нұртас айтқандай, Арман адастырмай мені қоя тұр деп. Мынау негізі бүгінгі эфирге Арман Қуанышбаев ағамыз келуі керек болатын, бірақ белгілі бір себептерге байланысты, ол кісінің өзінің денсаулық жағдайына байланысты бүгінгі эфирге келе алмады. Сондықтан біз енді ақыры басымызды қосып жатқаннан кейін осы эфирді жасауды. Айтпақшы, менің аяқ асты осы эфирге шығуымның да басты себебі сол. Арман ұстаз біреудің келмеуінің себебімен бір адамның бағы жанып кетеді екен. Сондықтан бүгін эфирге менің қатысуымда осы аяқ асты болып жатыр. Бірақ дегенмен Арман ұстаз болмағанмен жалпы қазақтың енді танымал болмаса да қазақтың ең мықты жігіттері жиналып отыр деген ойдамын. Сондықтан бір әңгіме жақсы болады деген ниеттемін. Ендеше бастайық. Неден бастаймыз? Арман ұстаз болса неден бастайын деп тұрдыңыздар? Неден бастаймыз? Енді бүгінгі негізі, бүгінгі жиналыстың мақсаты қажылық тақырыбы негізіндеші. Негізі. Өйткені сол жақта көп сұрақтар бар, сол жақта көп даулар бар, иә? Соларды бір ашып, талқылап кетсек деген ой ғой негізінде. И одан бөлек неге имам кісілер, гид кісілер көйлекпен жүреді деп. Тек қана неге джинсы кимейсіздер, футболка кимейсіздер деген сұрақ. Осы нәрседен бастайық, шынымен негіз біздің шынында да қазір қарасақ, қоғамда бүкіл нәрсе бір өзгеріп жатыр ғой. Барлық нәрсе жаңа форматқа келіп жатыр, жаңа Қазақстан деп жатырмыз деген сияқты. Максим кәдімгідей бір белді бір компаниялардың бастығы бола тұра жүргенде осы футболкамен еркін жүргенді жақсы көреді.
ал біздің енді мұсылман қауымда имамдарға неге қарасақ енді ол жақсы, бір жағы шапанмен немен жүреді, бірақ күнделікті өмірде бір футболкамен жүретін немесе джинсимен жүретін адамды өте сирек кездестіреміз да. Бұл неліктен, бұл өзі бір имамдардың арасында бір құпия бір келісім сондай. Мен шын айтайын ба, жаңа мен ойлағам, егер Арман ұстаз келетін болса, мені қалай қабылдайды екен деп сөйтіп өзім уайымдап келдім бағана келгенше. Шын керек. Иә. Сосын шашымды кішкене реттейін ба деп ойладым да, бірақ асығып кепкамен шыға салдым. Сондай. Соны бұл кісіден сұрақ қойсақ бір негізі. Арамыздағы ең біртүрлі отырған адам болсақ сол. Неге ондайсыздар деп ше? Неге ақ көйлек кисіздер деп па? Негізі күнделікті өмірде негізі қарапайым кәдімгі адамбыз ғой. Үйде әйтеуір отбасын қарап отырған отағасымыз. Достарымыз арасындағы араласып жүрген бауырымыз. Олардың арасында үйімізде кәдімгі күнделікті киімдерді киеміз енді. Джинсы мысалы Әлібек ағамыз айтпақшы. Джинсіміз киеміз, үстімізге футболкамыз киеміз енді. Бірақ енді көбінесе имамдарды енді халық сырттан көргенде халықтың адамды таниды. Олардың алдында кәдімгі күнделікті мода қуған болмаса, жастардың арасында киім жүретін киімдерді кию кішкене болсын, ол әбестік болады да. Және де бұл көріп тұрғандарыңыздай үстімдегі ақ көйлек бірінші тазалықтың белгісі. Екінші ол жалпы дінімізде дұрыс көрінген түс. Сол себепті негізі басқа да нелер болған нұсқалар. Бірақ осы ақ көйлегімді таңдап бүгін жарқырап шығайын деген ниетте. Үлгі болу ғой былай айтқанда. Былай айтқанда үлгі болу. Бірақ басқа киімдер үлгі болуға болмай ма? Мысалы сізге осы ақ жарасымды водолазка, ақ футболка деген нәрсе. Мысалы мен өз басым, мен басқа адамдар білмеймін. Маған салса, бізде енді елдің алдында жүрген адамдар белгілі бір деңгейде. Бірақ костюм шалбар деген нәрсе бар ғой. Сол маған бір ыңғайсыз болып көрінеді. Енді ол бір әскери киім сияқты киімдер ғой, бір адамды қысып тұратын, неғып тұратын, оны бір шешкен кезде кешке бір кәдімгідей демалып қаласың да. Сіз қай жылғысыз, Сәкен? 94-мін мен. Менде бір сезім бар да, Сәкен бұрыннан бір анау жаңағы айтыстарға қатысып, телевидениеден түспей сөйтіп жүрген бір үлкен кісі сияқты негізінде. Қартайып кеткен ба? Жасына жетпей қартайған дейсіз ғой. Мына қазақта өте жақсы мақал бар ақындарға қатысты. Ақынның құлағы өзінен 40 жыл бұрын туады деген. Біздің құлақпен есептесек өте біраз жасқа келіп қалдық қой деп. Негізі мына көрермендерге бір ауыз айтып кетейінші. Бізде мынандай, білмеймін мен Сәкенде қалай екен, бізде бірінші рет болып жатқан нәрсе. Бұл подкаст болсын, әйтпесе басқа болсын, жаңағыдай бұл бірінші тәжірибе біз үшін. Сондықтан егер арасында бір мынау стандартқа сәйкес келмей қалған заттар болатын болса, онда кешіріп отырыңыздар деп сұрап қояйын бір ауыз. Кешірмеңіздер, комментарийға жазып. Негізі бүгінгі тақырып мына қажылық мәселесі. Көп болса бір ай уақыт қалды, бір айдан кейін Құдай қаласа қажылық басталады. Соған қатысты көп сұрақтар бар, көп проблемалар бар негізінде. Мысалы бізде Қазақ Тревелдің колл-центрі күнделікті қанша касание жасаласыңдар, Мұрат, осы уақытқа дейін күніне? Иә. Күніне 1000 касание жасайды. Күніне 1000 касание жасайды. Тұра тұрыңыз. Бірден касание дегенде бізде касанияны түсініп отырмын. Мен түсіндіріп кетемін қазір. 1000 касание деген сөз 1000 контактқа хабарласады деген сөз. 1000 контактқа хабарласып, қажылық туралы дәріптейді, айтады және сол қажылықты орындауға шақырады. Былай айтқанда. 1000 касание. Сол 1000 контакттан әртүрлі сұрақтар болып жатыр. Солардың тізімін қазір шығарып, бір талқылап кетсек. Кішкене көрермендерге де түсінікті болсын. Мысалы, мен өзімді айтатын болсақ, мен бұл салаға жаңадан келіп отырмын. Мен үшін де әлде біраз ашылмаған сұрақтар бар, бұл салаға жауабы жоқ. Мүмкін мен өзім сұрақтарын қоятын шығармын қазір. Негізі неден бастасақ, сізді жалпы осы салаға не алып келдік былай? Жалпы не үшін қызық сізге? Енді сіз былай қараған кезде кәсіпке мұқтаж адам емессіз ғой, басқа да бір дамып жатқан кәсібіңіз бар, басқа бірақ неге қажылыққа атсалысып кірісіп жатырсыз? Негізінде сіз қазір өзіңіздің комментарийіңізді қосып, уже мені қандай жауап беруім керек екенін уже бағыттап қойдыңыз негізінде ше. Сөйттім ба? Иә. Мынандай жауап бересің деген сияқты айтып қойдыңыз уже негізінде ше. Негізі енді кез келген кәсіпкерге әр саланың потенциалы қызық қой негізінде ше. Оның жаңағы кәсіби потенциалы, оның экономикалық потенциалы қызық ең алдымен. Одан бөлек жаңағы өнім дейміз ғой, мысалға әр саланың өзінің өнімі бар. Бұл жерде мысалға бұл жердегі өнім бұл сол умра мен қажылықты ұйымдастыру. Сосын жаңағы Алланың жолындағы адамдардың жаңағы міндетін әйтпесе сүннетін орындауына көмектесу. Сауап. Былай айтқанда ең алдымен енді жаңағы кәсіпкер ретінде қарасам,
нарықтың потенциалына жаңағыдай кәсіпкерге қызық болғандай, ол нарық өте қызық негізінде. Әрине оның алдында жаңағы дұрыс тірлікпен айналысу, дұрыс іспен айналысу деген нәрсе тұр. Рухани жағынан. Рухани жағынан деген жақсылыққа шақыру. Жақсылыққа шақыру, сол жақсылыққа шақыруда біраз жаңағы адамдарды үйретіп, мысалға колл-центр қойылып отыр қазір. Енді білмеймін, бұл салада мүмкін біздің компания алғашқы компания шығар, мысалы, жаңағы колл-центр қойып отқан. Дәл қазіргі уақытта мысалы 15 адам күнделікті жаңағы колл-центрде отырып жұмыс істеп отыр. Ол деген сөз, ол адамдардың жаңағы баратын адамдардың санын бірден арттырып жібермесе де, ең кемі дәріптеу жұмысы болып отыр да қазір. Былай жалпы біздің кез келген енді мұсылманшылыққа қатысты дүниеге осындай бір маркетологиялық көзқарастар керек шығар деп ойлаймын да. Маркетингтік сондай бір жүйелі түрде сондай бір жаңағы айналысатын сондай бір жүйе, айтқанда жүйе керек негізінде. Өйткені мен өзім ойым мынандай да, мысалы мен өзім алғаш рет умраны 16 жылы жасадым. Сол 16 жылға дейін мен намаз оқымадым емес, оқыдым. Бала кезден жаңағыдай ауылда бір молданың қолында оқыдық мысалға. Сол кісі үйретті, Құран оқып үйретті, намаз оқып үйретті мысалға. Бірақ 16 жылға дейін мен умра жайлы ойлап көрмеппін. Қажылық ол парыз екенін біліп келдік, бірақ умра жайлы бір ой кіріп шықпапты маған сол 16 жылға дейін. Барып келуге болады екен ғой деген. Осылай бір шай ішіп отырып, бір жігіттер айтып қалды. Сол әңгіменің ішінде жаңағыдай біраз адамды оталдыратын біраз әңгімелер айтылды мысалға, жаңағыдай пайғамбарымыз жаңағы аяғы басқан жер, жаңағы дүниеге келген жер, көшкен жер деген сияқты айта берсе көп қой, осындай оқиғалардың болған жерлер деген сияқты. Сол мәселелер мысалға адамға бір искра беріп жіберді да, сөйтіп отырып, сол жерден шешім қабылдап, алған қалаумен барып қайттық бірінші рет. Мен сияқты сол кездегі менің жағдайымда жүрген қазір қаншама адам бар мысалға. Егер былай қарасақ, қазір мысалға қажылық компанияларының көбісі жаңағы онсыз да бар тұтынушыларға жұмыс істеп жатыр екен да. Бірақ басқаларға қалай жеткіземіз, басқаларға қалай дәріптейміз оны, қалай не айтамыз оларға деген оймен, сол енді бұл жерде бизнестің инструменттерін енгізу мақсатымен Асеке екеуміз келісіп сөйтіп кірісіп жатырмыз, Құдай қаласа. Бәрекелді, яғни қажылықты насихаттаудың жаңа формалары табылып жатыр. Шынында да негізі кезіндегі өзім сияқты адамдарға көмектесу дегеннен туындаған идея дейсіз ғой. Бұл жерде жаңағыдай бизнеста мына нәрсе бар да, түсінік қалыптастыру деген сияқты. То есть өнім жайлы түсінік қалыптастыру деген түсінік бар. Сол түсінікті қалыптастырып жатырмыз ба? Егер қалыптастырып жатқан болсақ, кімге қалыптастырып жатырмыз? Онсыз да білетін адамдарға емес па? Қарап отырсақ. Білмейтіндер ше, ойламайтындар мысалы. Шынында да негізі енді өзімізде алғаш умраға, қажылыққа барып келгеннен кейін білеміз ғой. Туысқандарымызды апарғымыз келеді. Негізгі елдің барлығы намазға, ораза ұстап, намаз оқып келгенмен иман деген нәрсені бір түсінбей жатады. Ол қалай көтеріледі, қалай болады, жалпы исламның мақсаты не деген сұрақтарға оның енді түсіну жолдары көп. Біреу тәжірибемен түсінеді, біреу басқа. Бірақ умраға барып келсе, сол пайғамбар жүрген жолдарымен жүрсе, оны түсіну жылдамдайды. 10 есе, 100 есе тез түсініп, тез иманы көтеріліп, көп нәрсеге терең кіруіне мүмкіндік болатын сияқты. Енді соған әйтеуір жағдай жасауға тырысып, сондай адамдардың жалпы исламды терең түсінетін жақсы адамдардың санын көбейту үшін жұмыс істеу өте бір абыройлы жұмыстың бірі деп ойлаймын мен өзімде. Құдай қаласа. Алла нәсіп етсе. Солай болсын. Негізі енді осы кезде сұрақ туындайды ғой. Қалай бизнес деген сияқты? Неге осы қажылықты сонда сендер бизнеске айналдырып жатсыңдар ма деп жатқан шығар, уже комментарий бір екі адам жазып келіп отыр ғой. Деп жатқан шығар емес, деп жүр екен ғой қазір. Деп жүр екен ғой. Сол қалай болады? Енді мына арамызда рубашка киіп келген болды екеуден. Мысалға мынандай сұрақта енді кейбір адамдар деп айтайықшы, көп демей қойсақ, кейбір адамдар осы саланы бизнеске айналдырып жібердіңдер деп айтып жүр екен. Біріншіден, ол адамдар неге олай ойлайды? Екіншіден, бұл салаға, осы саладағы қызметке, бизнеске қарағандай қарауға болмай ма сонда? Екі сұрақ. Асеке, бұл сұрақ сізге де негізі.
Асхат ағам жауап береді саған екен. Азеке айтыңыз. Бірінші сұрақ жаңағы неге адамдар солай ойлайды? Екіншіден сол қаншалықты негізделген утверждение былай айтқанда? Енді әрде өзіңіз айтыңыз, әр өнімнің немесе әр қызметтің өзінің бір бағасы болады ғой. Мүмкін мен ойлаймын қазіргі заманда бағаның бір қымбаттауы осы салаға да келіп жатыр да. Яғни мысалы осыдан неге бір 5-6 жыл бұрын қарасақ, баға басқаша болды, қазір неге солай қымбат деген көп сұрақтар бар. Сондықтан және бизнес қылып жатсыңдар дейді мысалы, егер қымбат болып жатса, неге қымбат, оны бизнес қылып ұстағансыңдар деп. Енді әрине бұл жерде біз жаңағы осы біздің подкасттың жалпы мақсатымыз халыққа жеткізу ғой. Қазақ Travel'дің жалпы қаржылық компаниялардың қызметі қандай, орны қандай. Бізге де көп сындар айтылып жатады, неге бизнес қылып жүрсіңдер. Бірақ біз бұл жерде егер басынан қарасақ, осы компаниямыз ашқан кезде ең бірінші рұқсат аламыз ғой. Ол жаңағы біздің туризм комитеті сол бізге лицензия береді, рұқсат. Яғни бұл туризм саласына жатады. Екінші, біз жаңа өзіміздің діни басқармамыздан рұқсат аламыз. Содан барып, әйтеуір осы қызметке келіп, осы салаға келіп жатырмыз. Жайдан жай емес. Сондықтан сол қызметті біз жинаған кезде, ұйымдастырған кезде, жаңағы ұшақ қалай ұшамыз, қонақ үй аламыз, басқа сол кезде біз бағасына қарап аламыз ғой. Олар тегін болмайды. Бұл айтқанда, жаңағы сол қажыларға, умра жасайтын кісілерге көмектесу барысында бір қызмет түрі ортаға шығады. Дұрыс па? Жаңағы ұйымдастыру қызметі. Сол ұйымдастыру қызметін біз бизнес деп айта аламыз ба? Жоқ па? Енді қараңыздар, мүмкін бұл туризмге, туроператорларға адамдар демалуға барады ғой бір жаққа. Турцияға болсын, Эмиратқа болсын, біреуге барып, бір өзіге жолын көрсетіңдерші, ұйымдастырып беріңдерші деп, жаңа туризм осындай фирмаларға барады ғой. Сол сияқты біз де сондаймыз. Оны басқа елдерде де қаржы жасайтын компаниялар бар ғой енді. Индонезия сияқты, Турция сияқты көптеген мемлекеттерде. Олар да ақша алады ғой. Әрине. Жоқ, былай айтайықшы, ешкіммен салыстырмай. Енді діни тұрғыдан сол қызмет түрін, сол жаңағы қажыларға жеңіл болу үшін, қажылар жаңағы отель іздеп жүріп қалмау үшін, жолдарын дұрыстап реттеу үшін, олардың ол жаққа барған кездегі жаңағы ішетін тамағы, қолына ұстайтын сумкасы деп уайымдамау үшін атқарылатын қызмет түрін, жаңағы сол кісілердің істеп жатқан жұмысын бір кәсіп деп айтуға бола ма, жоқ па, діни көзқарастан? Енді бұл нәрседе біреуге қызмет көрсетіп, біреудің ісін, шаруасын бітіріп беруде, одан ақша сұрауға, ақша талап етуге, онда тұрған діннен ешқандай әбестік жоқ. Өйткені қараңыз, әрбір нәрсенің жаңа Асхат ағамыз айтқан құны болады. Әрбір нәрсенің құны болады. Ешкім үшін тегін қызмет етіп, ешкім үшін жаңағы уақытын құрту ол не емес, міндеті емес ешкімнің. Қараңыз, сіз ақша төлейсіз, бірақ сіздің жұмысыңызды біреу істеп береді. Сіз ақшасын құнын бересіз, сіздің баратын жолыңыздың, билетіңіздің бәрін бір адам істеп береді. Ал егер оны өзіңіз істейтін болсаңыз, қаншама уақытыңыз жетеді мысалға? Бәрі оны істейсіз, бір адам істету керек бәрібір ол нәрсеге. Сондықтан бұл нәрсе сауда. Сіз бересіз, ол сізге істеп береді. Сізге де біреу ақшасын береді, сіз біреуге істеп бересіз. Сіз оған тегін істеп, мен саған тегін істеп беремін деп айта алмайсыз. Бұл айтқанда бұл жерде сауда, бұл сауда, бұл айтқанда дінде ешқандай тыйым жоқ, ешқандай дұрыс емес жер жоқ. Бәлки көп пайдасы бар десек болады бұл нәрсе. Тек сол сауда деген нәрсенің қазір бизнес деген аты өзгеріп кеткен болмаса, сол пайғамбардың замандағы сауда. Пайғамбардың заманында болған нәрселер бұлар негізі. Бұл жерде мәселе кім қалай жасайды, кім қалай ұйымдастырады. Сапасы. Ол сапасын сұрағы. Сапасына келетін болсақ. Ол жерде енді ол жаңағы сапасына сәйкес келмесе, айтқан сөзінде тұрмаса, ол енді ол басқа мәселе ғой. Ол жерде оны жаңа бір заңсыз әйтпесе бір күнә деп айтуға болатын нәрселер ғой, айтқанда дұрыс па? Иә. Аманатты дұрыс атқармады деген сияқты. Иә. Әрине, мысалы адам ақшасын төлеп жатыр, сол айтқан нәрсесін неге бір жасамай жатсақ, орындамай жатсақ, әрине ол кезде ол дұрыс емес. Сондықтан енді өз басымыз осы салада 2013 жылдан бері жұмыс істеп жатырмыз ғой. 10 жылдай болып қалды. Сондықтан әр іс әрекетімізді жалпы өзі ниетімізден бастаймыз ғой. Жалпы өзімнің осы салаға келгенде осы ниеттен басталды да. Іс әрекетіміз ниеттен басталу керек. Ниетіміз қандай? Егер бұл ақша табан бизнес болса, ол
бір Аллаға мәлім. Ал егер сен сауап үшін, Алла разылығы үшін десең, онда Алла тағала өзінің ризығын береді да бұл жерде. Сондықтан біз ең басты ниетіміз сол Алла разылығы үшін осы қажыларға қызмет көрсетейік. Осы қасиетті мекенге сапарын жеңілдету үшін ұйымдастырайық. Бір жағын көтерсек деп. Иә. Әрине қазір енді жаңағы бизнес инструменттерін қосу ол керек болып отыр қазіргі заманда. Өйткені неге? Сапа керек болып отыр. Сосын жалпы қажылық өзіміздің ортаға осы қажылық умра дегеніміз не соны жеткізу керек болып отыр. Бұл жерде енді әрине біздің діни басқармамыз үлкен қызмет жұмыстар істеп жатыр, имамдарымыз жұмыс істеп жатыр мешіттерде. Ал қажылық компаниялар не істеп жатыр деген сұраққа біз осындай міне халыққа жеткізу осы мақсат қой негізі біздің съемкамыз. Менің ойымша діни басқарма енді жұмыс істеп жатыр ғой әрине, мешіттер арқылы, имамдар арқылы деген сияқты. Бірақ жаңа қажылық пен умра жайлы әр жұмаға барған кезде естіп отырмаймыз ғой мысалға. 5 уақыт намазда уағыз жоқ. Уағыз жаңа жұма намазының кезінде бар, бірақ жаңағы тақырыптың саны көп. Әр барған кезімізде мысалы умра жайлы әйтпесе қажылық жайлы естіп отқан жоқпыз мысалы. Сондықтан бұл жерде менің ойымша қажылық компаниялар сол міндеттің бір бөлігін өзінің мойнына алу керек сияқты деп ойлаймын өзімше. Өйткені бұл салаға жаңа бизнес ретінде қарайтын болса, онда сол бизнесін дұрыстап атқару керек деп ойлаймын. Ол жерге жаңағы дұрыс маркетинг, дұрыс пиарды қосу керек. Ол инструменттер жаңағы халыққа түсінік қалыптастыру керек. Дұрыс па? Егер шынымен саудасы болсын десе, ол нәрселер істеу керек. Ол оны сауда үшін істесе де, әйтпесе жаңағы біреуге жақсы болсын, сол ертең жаңағы Алланың жолында умраға барып қайтсын, қажылыққа барып қайтсын деген оймен істесе де, бәрібір екеуінде де плюс бар деп ойлаймын да өзімше. Дұрыс па? Бұл жерде бір басты мәселе не болып тұр ғой? Яғни біздің енді сіздердің ойларыңызды қорыта келген кезде, қарапайым тілге аударғанда десең, негізі қажылық компанияларының жалпы осы умра ұйымдастыратын қажылық компаниялардың негізгі мақсаты елді осыған шақырып осы құлшылыққа кіруге насихаттау. Сол арқылы адамдар ол бұрын умрада болған болса, немесе мүлдем намаз оқымайтын адам болуы мүмкін. Ол осы умра арқылы, осы қажылық арқылы жалпы исламмен танысып, жалпы осы қазақтың құндылығы, исламның құндылығымен тығыз байланыста болуына үлкен мүмкіндік. Яғни біз осыны қажылық пен умраны жарнамалау арқылы ар жағында осы исламның насихатына үлкен үлес қосып жатырмыз деп айта аламыз. Дұрыс па? Әрине, өйткені мысалы қаншама адам барып жатыр, ол жаққа барғаннан кейін өзгеріп келеді. Өзгеріс көп, әрине. Негізі осы жерде бір сұрақ қойып кетейін, Азеке, сізге. Енді қанша жыл болды негізінде осы салада жұмыс істеп жүргеніңізге? 2013 жылдан бері. 10 жылдай болып қалды. 10 жылдай болып қалыпты. Одан бұрын енді адам өзінің тағдыр жазады ғой өзімізге. Мектеп бітіргеннен кейін өзім әжеміз кішкентай кезінде есімізде намаз оқитын. Сол әжеміздің дұғасы ма екен әйтеуір сол таңдаған кезде мамандықты мектеп бітірген кезде осы мен шығыстанушы арабист болғым келді. Сөйтіп сол мына Казгудың шығыстануына 91-ші жылы түсіп 96-ші жылы тәмамдап сол араб тілін, тарихын меңгеріп сонымен осы салада жұмыс істеп жатырмын да, мұғалімдікте жұмыс істедім. Енді осы қажылық саласына келгенде маған бір сұрақ келді, қалай келдім мен жаңа айтсыз ғой жаңағы. 2007 жылы әкем дүниеден қайтты. Сол кезде өзімде сұрақ қойдым, қалай енді мен осы әкеме не істей аламын? Қандай көмектесе аламын? Әр адам өзі дінге әртүрлі келеді ғой енді. Содан барып маған бір жақсы жақын достарым айтты, ол өзіңнің жаңа осы тура жолға келу, намазға келу, дұға жасау, қолдан келсе жаңа умра, қажылық жасау. Осы сұрақтарға өзіме иә. Енді салиқалы ұрпақ қой. Содан барып осындай бір ұсыныс келген кезде қажылық компаниялар құру туралы. Соған қуана келісіп, әрине ол кезде дінден де кішкене алыстау болдым мен. Бірақ сол компанияны құрып, осы намазды да бастап кеттім да. Бастама сол жерден кетті. Негізі содан басталып кетті. Содан 2013-тен бері жаңа компанияны құрып, осы қазақ тілі деп атын қойып, ол кезде осы әлі латынша көшеміз деген әңгіме жоқ болдым. Осы қазақ деп қойғанымыз сол өзіміздің бір Q арқылы, соны өткені енді кей деген әріптер
көбінесе мен ойлаймын сол орыстарға жақынырақ сияқты. Қ әрпі деген ол q әрпі ғой. Қазақтарға жақын сияқты ма, қазақтарға? Иә. Содан қазақ деп қойып, осы ниетті осы қазақ елімізге бір қызмет істеу енді. Әсеке, мен сұрағым мынандай еді негізінде ше. Сол 10 жылдың ішінде мысалы тек умраға, әйтпесе қажылыққа тек намаз оқитындар ғана барып жатыр ма? Жоқ, арасында оған дейін мүлдем намаз оқымаған, бірақ бірден умраға барғысы келіп қалғандар бар ма? Енді әртүрлі, жаңа өзіңіз де басында айтып кеттіңіз ғой, мысалы біз түсінгеніміз бұл салада білетін, жылда баратын бір орта бар да, мысалы мешітке баратын 5 уақыт намазға, ораза ұстайтын, осы темада жүрген, умраға, қажылыққа баратын, мысалы. Бірақ одан сыртында енді жаңа айтып отырсыз, қанша адамым бар. Әркімге әрқалай жетеді. Мысалы біреулер әке-шешелерін жіберіп жатады, балалары, бірақ өздері әлі дайын емеспіз дейді. Ол енді біздің ортадағы мәселе ғой, енді былайша айтқандағы. Ортамыздағы діни жағдайымыз қандай отыр деген сияқты. Сондықтан көбінесе үлкен кісілер барады. Мысалы 70%-ке дейін, 60%-ке үлкен кісілер барады. Өзіңде Қазбек жол бастаушы болып жүрсің ғой. Бірақ соңғы кезде жастар көбейіп жатқан сияқты. Бірақ жастар да бар, иә. Жастар сол өздеріне бір сұрақтар болады, соған жауап беру үшін барады. Сосын біреулер мысалы жай турист болып ретінде баратындар бар, мысалы әлі дәрет алуды білмейді, немесе намазды, бірақ мұсылман, альхамдулилля, бір Аллаға сенеді. Ол жаққа барғаннан кейін барып сол тарихты білу, ислам тарихын білу, жалпы адамзат қайдан тарады. Біз енді бұрын кезінен анау Чарльз Дарвин құйып келді ғой, 70 жыл маймылдан тарадық деп. Қазір ол көзіміз ашылып жатқан. Сол сияқты ғой. Сондай сұрақтар көп та, содан барып, егер жаңа сіздің сұраққа дегенде намаз оқитындар ма, оқымайтындар ма деп егер бөлген кезде, мен айтар едім, енді көбінесе әрине намазды ниет қып, бастайын деп жатқандар оқып жүргендер бар еді. Ал әлі намаз оқымай жүрген, немесе әлі соған бір қадам жасамағандар кішкене әлі өздерін тоқтатады. Олар өйткені ойлайды, барғасын болды, мен намаз оқуым керек. Барғасын болды, жаңағыдай дінді ұстануым керек толық деп. Бірақ біз кейде айтамыз, ол иман енді Алладан ғой. Мүмкін сен барып келсең өзгерерсің, иә. Осы жерде бізде құртатын мынандай сөз сияқты, біздің қазақта мынандай сөз құртады да, бізде қазақта әдемі сөз бар. Негізі Мерседестің де ұраны сол екен, бірақ оларда ол басқаша мотивациялайды. Енді оны істегеннен кейін дұрыстап істеу керек, болмаса істемеу керек дейміз да біз ше. Сөйтіп істемей жүре береміз ғой. Кәсіп бастайтын кезде де, намаз бастайтын кезде де, қажылыққа баратын кезде де, оны барғаннан кейін дұрыстап барып оны сөйтіп не қылмағаннан кейін не ол дейміз да. Бұл әдемі, ол маған дұрыс емес болып көрінеді. Өйткені бұл әдемі сөз сияқты да, ол әңгіме жоқ. Мысалы Мерседестің деп ұраны осыған ұқсас екен менің білуімде. Істегеннен кейін дұрыстап істе деген сияқты да, енді аударғанда сол мағына шығады. Бірақ оларға ол немістерді, Мерседестің иелерін ол дұрыс жұмыс жасауға мотивациялайды да. А біздікін ештеңе істемеуге мотивациялайды да. Ол өзің істемейсің, кәсіпті бастамайсың, жүр бір тірлік бар десең, ол істегеннен кейін дұрыстап істеу керек, болмаса не ол тастап кеткен. Намаз баста, ол бастағаннан кейін дұрыстап бастау керек, мен әлі дайын емес бірдеңе, ол бастағаннан кейін бір-екі не деген. Олай емес қой. Менің ойымда былай да қараңыз. 0-ге қарағанда 0,1 жоғары да. Қалай болса да, кішкене болса да әйтеуір намазға келсе, кішкене болса да әйтеуір умраға барып көрсе, адам әйтеуір қадам жасады ғой. Өзі жаңағы хадистерде де келетіндей, өзі қаншама бұрынғы мешітке барғалы бері естіп жүрген хадисіміз бар ғой, Алла тағала айтады дейді ғой, кім маған қарай 1 қадам жасаса, мен оған қарай 10 қадам жасаймын. Кім маған қарай жүрсе, мен оған қарай жүгіремін дейді да. А біз ол қадам жасағаннан кейін дұрыстап жасау керек деп жасамай жатамыз ғой. Андай нәрсе ғой жаңағы. Азанда тұрып жүгірген жақсы, мүлдем жүгірмей қойған жақсы ма, болмаса аптасына 2 рет жүгірген жақсы ма дегенде ғой енді. Былай айтқанда денсаулығына қайсы жақсы. Мүлдем жүгірмеген қарағанда кішкене болсын жүгірген денсаулыққа пайдалы да. Хотя бы таңертең тұрсаң десей, жүгірмесең де. Қазбек жаңа қажылармен сол жақта жұмыс істеп жатыр да, күтіп алып бірге жүр. Жаңа сұраққа мүмкін Қазбек жақсырақ жауап береді. Иә, ол сұраққа сол. Бір ішін толтырды де. Енді біз біріншіден егер гидтер мысалы біздер жолбасшылар Қазақстаннан жүрсе елде сабақ өтеміз бірінші. Бір мешітке жинаймыз, қажылардың басын қосамыз. Барам деп ниет етуші, енді барам деп ниет етуші қажылардың басын қосамыз бір жерге. Сабақ береміз, түсіндіреміз. Ниет қандай болу керек? Қандай дайындықтар жасау керек? Бірінші дайындық бұл жерде материальный дайындық емес негізі. Барудағы бірінші дайындық рухани дайындық. Материальный дайындық табылу қиын емес қой, табылады негізі. Бірақ рухани дайындықты, яғни ниетіңізді, ықыласыңызды дұрыс қоймасаңыз, барып қайтқан бестейін дейді ғой, бос болады да, қиын. Сол себепті жақсылап ниетті қою керек деп осы жақтан дұрыстап түсіндіріп өтеміз анеқа. Енді сабаққа келгенде де бәрі келмейді. Мысалға 40 адамның бір 30 келуі мүмкін. 10 адам келмей қалады кейде. Соның арасынан ақ байқаймыз да біз сабақ беріп жатқан кезде кейбір адамдар мүлдем дінді түсінбейтін адамдар болады. Мүлдем дінді, Алла бар, пайғамбарға сенем дегенмен
мүлдем намаз туралы түсінбейтін адам болады. Намаз деген не десең, жаңағы еңкейіп жатып тұру деп қана түсінетіндер бар да. Енді бұл жақта сабақты бергеннен кейін, дұрыстап әйтеуір ниетін туралап алғаннан кейін ар жақтан күтеміз біз, ар жақтан күтіп аламыз. Елде жүргендер салып жібереді, ар жақта жүргендер күтіп алады дегенде ғой. Ар жақтан күтіп аламыз. Алғашқы 1-2 күн 50 адам ба мысалға, оның әрқайсысын біліп уже танысып үйренуіміз керек та олармен. Кім намаз оқиды, кім намаз оқымайды. Кімнің көзқарасы қандай, кімнің көзқарасы дұрыс, кімдікі дұрыс емес дегендей. Сол кезден байқаймыз да, жаңағы Асат ағамыз айтпақшы, көбісі үлкен кісілер, бірақ үлкен кісінің де арасында бар жаңағы намаз оқиды, бірақ не үшін оқып жүргенін білмейтіндер көп. Болмаса, шынымен сол оқиды, не үшін оқып жүргендер көп, білмейтіндер көп. Болмаса тура Қағбаның жанына ұрып құбыла деген не деп сұрайтындар бар. Тура Қағбаның жанында тұр да мысалға. Бірақ мен басында болған жағдай бір, алғашқы сол бірінші күні күтіп алғаннан кейін бірден умра істейміз ғой. Умраға барған кезде бір кісілер келіп Қағбаның алдында тұрмыз, 7 тауафты істеп біттік. Тура зәмзәм суын ішіп болғаннан кейін Қағбаның алдында тұрып, балам бір нәрсе сұрайыншы, айып етпеші дейді. Не болды десем, айта беріңіз десем, бізге құбыла қайда көрсетіп намаз оқиды деп айтты. Қағбаның алдында тұр. Енді қарасаңыз, бұл айып тағатын нәрсе емес әрине. Енді бұл нәрсені біз естідік па? Сол жерде жүріп естідік па? Значит, бұл нәрсе бар. Проблема бар, онымен жұмыс істеу. Оларға айып емес. Ол біздің жұмыс істеуіміз. Бізге уже былай айтқанда ол жерде қоғамда бар проблема деген сөз ғой. Бар проблема. Қағбаның алдында тұрып, өзіңіз ойлап көріңізші, Қағбаның құбыла қайда деп сұрауы уже ол діннен намаз оқып жүрген адамдар негізі. Бірақ діннен қарасаңыз, қаймағын ғана түсініп жүрген ары қарай білмеген адам. Сол терең білмеген адам. Сол себепті біз гиттер сол жақта анализ жасап, жаңағыдай жұмыс істейміз да кішкене. Намаз оқуына, Құранға түсуіне, Алла деген не ол, пайғамбар деген не ол, дін деген не ол, соны кішкене түсіндіруге керек. Менде бір четкий сұрақ бар. Четкий сұрақ. Ондай болса, мына жерде қажылық деген не өзі, соны неге ол парыз? Соны түсіндіріп кетіңіз. Сосын енді Алланың өзі кешірсін, бірақ осы сұраққа да жауап беріп кету керек сияқты. Мынандай нәрсе болып жатыр да қазір, жаңағы апарып арабтарға ақшаны кіргізіп жатырмыз деген кейде сөздер шығып қалады. Бүкіл әлемнен жаңағы адамдар сол жерге барып ақшаларын тастап жатыр деген сияқты ша. Сондықтан сол осы мәселені бір ашып айтып кетсеңіз, то есть біріншіден қажылық деген не? Ол неге парыз, неге оны орындау керек? И келесі сұрақты тағы қоямын сосын. Жалпы дінге келдім, мұсылман болдым деген адам ғой, яғни Алланы мойындаймын, пайғамбардың соңғы пайғамбар екеніне иман келтіремін, Құран кітапты қасиетті кітап, Алладан түскен кітап екеніне иман келтіремін деген адам мұсылман деп атаймыз. Енді адам өзі мұсылманмын дегеннен кейін, одан кейінгі этаптар бар. Текпішектер дейді ғой, одан кейінгі сатылар бар. Олар пайғамбар алейхиссалам айтқан хадисінде. Бунияль ислам аля хумс. Ислам 5 негізге құралған дейді. 5 тірегі бар. Енді қарасаңыз, жалпы исламды айтпасақ та, қандай нәрсенің болсын, оның тірегі болады, фундаменті болады. Діңгегі болады. Үйді фундамент құймайсыз, кірпішін қойып кете бермейсіз ғой үйдің мысалға да. Оның фундаменті болады. Енді пайғамбар айтады, ең бірінші әш-шахада дейді. Фундаменті оның кәлима шахада дейді. Яғни дінге келу, иманға келу. Енді қаланды, діннің негізі қаланды. Негізіңіз бар сіздің. Енді одан кейінгі, мысалы қарап көбінесе үйде мысал келтірсек түсінікті болады да. Енді үйдің тек қана фундамент салып қойып, адамдар үйдің фундаментінің үстіне өмір сүрмейді. Оның үстіне қабырғасын салады, терезесін салады, шатырын жабады. Одан кейін ішіндегі ремонттарын жасап, толыққанды үй қылады. Енді адам да сондай, қараңыз. Ең бірінші фундаментін қалады ма негізін? Кәлимасын айтты, мұсылман болды. Енді одан кейін не бар ары қарай? Этаптар бар деді. Қабырғасын сол керек. Оның қабырғасы не? Намаз екен. Намазын ұстау керек екен. Толыққанды мұсылман болды. Одан кейін не бар ары қарай? Терезесін салу керек. Ол мысалға айтып отырмын да, енді ол ораза дейік. Одан кейін несі бар? Үстіңгі шатырын зекеті дейік, қорғайтын оны. Үстінен түсетін жауыннан, басқа да заттардың қорғайтын. Одан кейінгі соңғысы, пайғамбар айтпақшы, ол қажылық деді. Бірақ бұл жердегі қажылықты да тағы да бір түсіндіре кету керек. Қажылық барлығына бірдей парыз ба жоқ? Арнайы бір адамдар ғана, белгілі бір адамдар ғана парыз ба дейді. Өйткені қажылық парыз десең қазір біреуге, сонда не мен дымым жоқсың, мен қалай барамын мен? Сонда енді маған да бұл міндет па деген сұрақ пайда болады. Жоқ. Алла Тағала Құранда айтады. Алла үшін адамдарға бір жағдай жеткен адамдарға ғана жағдай жеткен адамдарға Алла үшін қажылық жасау парыз болды дейді. Жағдай жеткен. Енді жағдай жеткенді де тағы бөліп қарастыруға болады. Ол жағдай жететін адам әртүрлі жағдай болады. Енді осыны бізде шариғатта айтады. Егер ол мұсылман болса ең бірінші адам, енді мұсылман емес адам қажылық 1000 рет жасаса да, оның қажылық қабылдамайды. Бірінші дінді қабылдау керек.
бірінші мұсылман болу керек, ақыл есі дұрыс болу керек, балиғатқа толу керек, және де барып қайтатындай ақшасы болу керек жағдайы. Осыған бір нәрсе қоссам болады ма мен? Жаңа неге қаржылық деген сияқты нәрсеге. Екеуміз бір университетте оқығаннан кейін бір-бірімізді жақсы түсініп отырмыз. Жақындап отырайық. Иә. Мына жалпы исламның мақсаты не деген нәрседе, өзі кез келген нәрсенің терминнен, сөздің өзінен бастасақ түсінікті болады екен. Жалпы мұсылман деген не деген сөз? Мұсылман жаңа ислам деген сөзден шығады, ол бізде бейбітшілік деп отырады. Дұрыс, бір жағы бейбітшілік деген сөз, бір жағы бұл берілу деген сөз екен да, сдаюсь деген сөз. Мысалы, мына соғыста сдаюсь деген кезде екі қолын көтеріп шығады ғой. Ақ туды көтеріп, екі қолын көтеріп. Сол сияқты біз намаз оқыған кезде де былай бастаймыз, байқайсыздар ма? Аллаху акбар деген кезде намазды былай бастаймыз. Негізі жаңа соғыстағы былай қолды көтеріп сдаюсь деген нәрсе осы намаздан шыққан. Яғни мен Құдайға беріліп жатырмын деген сөз міне. Алла мен саған берілдім деген. Яғни мұсылман деген ол Аллаға берілген адам. Не үшін берілді? Бұл өмірде жақсылық бар, жамандық бар, бәріміз білеміз. Иә. Ал енді жақсы адам болу адамға қиын да өмірде. Сен бір күн сабыр етесің, екі күн сабыр етесің, үшінші күні боқтайсың ғой, кімде болса да. Шынымен де шаршайсың да, қашанғы жүре бересің. Бірақ сен боқтамауың керек. Сен жақсы адам болуың керек, саған біреу жамандық жасап жатса да сен оған жақсылық жасауың керек, сен көршіңмен жақсы қарым-қатынаста болуың керек, туысқандарыңмен қарым-қатынас сақтауың керек. Оған ондай болу үшін сен тәрбиеленуің керек та. Ол тәрбиені кім береді? Адамдар ата-ананың тәрбиесінен бір 10 жылдың ішінде шығып кетеді. 10 жыл, 20 жылдың ішінде, 18-ге толғаннан кейін. Сөйтсе, мынау Раббы деген сөз қазақтарға қарасаңызшы, бұны әдемі қойғанда, воспитание деген сияқты басқа сөздер бар шығар, ол басқа тілде. Бірақ бізде тәрбие деп қойған. Тәрбие өзі арабтан келген сөз, Раббы деген сөзбен байланысты. Сөйтсе, адам баласы Алланың тәрбиесінен ешқашан шықпайды екен. Алла тағала адамдарды негізгі тәрбиелейтін кезде осы 5 фундаментті құрған ғой. Аллаға міне мен берілдім, калима шахадат айттым, енді Алла мен сен тәрбиеңе кірдім. Енді қалай тәрбиелейсің мен, не істейсің деген кезде сен бірінші күнде 5 уақыт намазың реттеп ал. Күнде 5 уақыт ол сені туралап тұрады. Менімен контактіге түсіп тұрасың, осылай. Жылына бір рет оразаңды ұста, оразаңда бір тәрбиеленіп боласың. Ақшаң көбейген кезде зекет беріп тәрбиеленіп тұр. Дүниеге беріліп кетпе, белгілі бір бөлігін беріп тазаланып тәрбиеленіп тұр. Сосын қажылыққа барып тәрбиелен дейді. Өйткені қажылық деген нәрсе ол ең Алла тағала өзі қасиетті қылған жер. Ол жерге барған кезде барған адамдар біледі, ол жақтың аурасы, адамның өзгеруі, жүрегінің құбылуы, ол жақтағы және ақшамен де жасалатын құлшылық бар, денемен де жасалатын физически де құлшылық бар. Яғни адамның сапасын кәдімгідей көтеріп жібереді да. Сонда мақсат тәрбиелеу болып тұр ғой адамды өзін өзі. Осы жерде тағы бір сұрақ ондай болса, жаңағы Құрандағы айтылған себептерден бөлек, неге Мекке сол жерден таңдалған? Неге сол жер таңдалған? Ау? Неге арабтар дейсіз? Неге арабтар деген сияқты? Енді мынандай нәрседе бұл жерде бұл бір нәрсені мойындау керек. Біз көп жағдайда мен бір өшеде тағы бірдеңе айтайыншы. Мынау енді бір сорлы білмейді екен деп отырмасына көрермендер. Мен ана жақта жаңағы кейбір көрермендеріне айтайыншы, кейбір көрермендердің ойындағы сұрақтарды қойып жатырмын да, мына жақта ашылсын деп. Маған негізі осы сұрақ өзіме де қызық болды да, неге Мекке? Алла тағала неге Меккені таңдаған деген сияқты нәрселер бар ғой. Дінді неге Меккеден шығарды деген сияқты. Енді қызықты қараңыз, енді Алла тағала біріншіден біз мына нәрсені мойындауымыз керек та. Егер біз бүкіл нәрсеге біздің шамамыз жетеді, бұл әлемдегі ең мықты адам біз десек, біз ештеңені мойындамаймыз. Құдайды да, басқаны да, Меккені де, басқаны да. Бірақ бүкіл жердің беті Алланікі екендігін мойындасақ, бүкіл өмір Алланың екенін мойындасақ, Алла өзі біледі. Қай жерден таңдайды, қалай қояды ол бір. Біз тек қана соның даналығын түсінеміз да, неге Мекке екенін қараймыз. Енді қызықты қараңыз, біз өзіміздің ақылымызға сиятын жаңағы себептерін қарасақ, қарапайым мысал, бүкіл мынау жер о баста су болған. Өзі ғылымда біледі, жер су болған. Ең алғаш мынау жердің астында магма деген нәрсе бар. Енді мен басқа подкастта айтылған әңгімелерден мұнда келіп жатырмын. Айта беріңіз. Бірақ ол да біздің подкаст болған. Жоқ, бірақ енді сол тарау үшін айтылған әңгіме ғой. Енді магма деген нәрсе бар, ол магма қайнайды. Мысалы, қазір тынық вулкан, жоқ, вулкан емес, мынау судың астында қайнайды ол. Мынау қараңыз, жер өзі бөлінеді ғой. Ядро, мантия деген сияқты бөлінеді ғой. Сол жерде магма деген нәрсе болады. Мысалы, тынық мұхиты сияқты мұхиттарда бір аралдар болады екен. Бір аптасына бір рет шығады, бір-екі апта тұрады да қайтадан жоқ болып кетеді. Өйткені ол тұрып қалмайды да. Яғни бүкіл жердің беті сондай су болған. Сол кезде Алла тағала ана магманы қайнатып, именно осы Меккеде қағба тұрған жер бар ғой, ең алғашқы құрлық сол жерден пайда болған ғой. Жердің бетіндегі ең алғашқы құрлық сол жерден пайда болып, оның барлығы бір құрлық болған. Әлі біздікіндей 6 құрлық болмаған. Кейін ол екіге бөлінген. Пангея дейді, оның аттары бар кәдімгідей, екіге бөлінесің. Соны Лавразия мен тағы бірден атын ұмытып тұрмын, кешірім сұраймын. Бірақ бұл ғылыми дерек, географиялық кәдімгідей дерек. Сөйтіп ол екіге бөлінеді. Ол екіге бөлінгеннен кейін тағы да 6-ға бөлінеді. Әлем мойындаған географияда
осылай жазылып тұр ма сонда? Иә, осылай. Бұл кәдімгі үлкен география ғылымдарының докторларынан алынған ақпарат ретінде айтып жатырмын сіздерге, ғылыми зерттеулер сондай. Сол жақтан бастау алады да. Адамзаттың енді бүкіл жердің бетінде ең әлемдік дін болып мойындалатын 3 дін бар ғой. Ислам, христиан діні және юдаизм. Осы үшеуінің де, яғни адамзаттың көпшілігі мойындайтын адамзаттың тарихы бар да. Жаңа Ибрахим пайғамбардан бері қарай келетін, және оның ар жағында адам атадан Ибрахимге дейін, Ибрахимнен бері қарай деген сияқты. Олардың барлығы келісетін көптеген оқиғалар сол жақта өткен да. Осы Меккеде. Яғни адамзаттың тарихы тікелей сонымен байланысты да. Біз қалай болғанда да, біз енді жаңағы ағамыз айтқандай, кеңес үкіметі кезінде өскен қауым болғандықтан бізге бүкіл адамзаттың барлығы бір ғылымға кетіп қалып, барлығы дарвинизмде болған сияқты. Олай емес. Бүкіл адамзат осы еврей, неге мысалы Абрахам Линкольн деген кісі бар. Абрахам деген сөз Ибрахим деген сөз. Яғни Абрахам Линкольн президенті болған адамдардың өзі Ибрахим пайғамбарды мойындап тұр, қысқартып қойған кезде, қысқартып айтқан кезде. Немесе Габриэлла деген аттар бар. Ол Жабриил деген сөз. Жабриил періштенің аты. Яғни осы біз дінде айтып жүрген нәрселерді, ол мұсылман болмаса да, жалпы Ибрахим пайғамбар оған қатысты оқиғаларды бүкіл әлем мойындайды. Ал соған қатысты оқиғаның барлығы біз қалай қаламайық сол Меккенің айналасында өткен да. Яғни адамзаттың негізгі тарихы, негізгі бастауы сол жақта. Яғни осының бір үлкен даналығы бар да, Алла тағала неге оны таңдады. Және ары қарай басқа да керемет хикмет даналықтары бар. Ол жақта мысалы анау зәмзәм су деген нәрсе, оның түбі жоқ. Кез келген су, өздеріңіз білесіздер, бұлақ шыққан кезде ол не сарқылып кету керек. Иә. Қайнар көз. Не ол өзен болып кету керек та. А бұл зәмзәм су түбі жоқ. Бірақ ол не сарқылмайды, қаншама жыл болды, ол және Мұхаммед пайғамбар емес, оның ар жағында шыққан зәмзәм су, ол не сарқылмайды, не өзен болып кетпейді. Және қызығы, мына Мекке Мединаның айналасы Сауд Арабиясында ішуге жарамды басқа су жоқ. Оның екі жағында жағы теңіздерден су ішуге жарамды емес. Ол жағы тұщы су да. Су қайдан келеді десек? Ал енді басқа бірде бір бұлақтар нелер кездеспейді да. Бірақ бүкіл бізде мысалы мына Жетісу дейміз ғой. Бір облысымызда Жетісу деп тұрмыз да, мысалы, судың барлығы толып тұрған жерден барып, ана жақтан зәмзәм болып кетеміз да. Адамзаттың барлығы келіп су алып кетіп жатқан кезде ол жерде су таусылмайды да. Яғни бұл Алланың құдіретін дәлелдейтін нәрсе ғой енді. Бұл ерекше бір жер екендігі, ол жерде бір адамның ақылы сыймайтын нәрселер болып жатқандығының көрінісі да, дәлелі. Сондықтан біз Алла Тағаланың жаратылысы, Алла Тағаланың құлы ретінде ол жердің бір ерекше дүние, және Алла Тағаланың жағы Құранды мойындап тұрғаннан кейін, Алланың өзі мойындап тұрғаннан кейін, оның тар дегендігін мойындаудан басқа амал қалмайды. Сондықтан біз сол жерді тек пайдаланып үлгеруіміз керек та. Алла Тағала берекелі қылды, Алла Тағала оны бір құлшылыққа жақсы қылды, және адамдардың руханиятын, сапасын көтеретін жер қылды. Біз барып сол жерде сапамызды көтеріп алатын, зәріпталы болатын былай жатқан кезде. Өмірде жақсы адам болып жүру үшін бізге зарядка керек қой. Қысқартып келгенде мына біздің негізі 5 парыз деген нәрсеміз айфонның зарядкасы сияқты нәрсе ғой. Айфонның қолынан бәрі келеді былай қарасаң. Бірақ оның зарядкасы болмаса тоқ біткен кезде бітті ғой. Сол сияқты мұсылман деген өте сапалы адам. Оның қолынан бәрі келеді. Ол жақсы бизнесмен болады, ол жақсы адам болады, ол жақсы әке болады, ол жақсы билікте әділ болады деген сияқты барлық нәрсе келеді қолынан. Бірақ ол сондай адам болу үшін ол тәрбиелену керек, оған қуат керек, оған энергия керек. А осы энергияны Алланың бұйырған нәрселерінен басқа ештеңе бермейді екен. Өйткені талай адамды көріп жүр ғой әлемде де, енді ол біз жеке бір адамдарды басқаларды жамандамай ақ қояйық, бірақ талай адамдарды көріп жүрміз. Ол біраз уақыт жақсы адам болады. Осы жерде бірақ басқа жерден кетеді. Бірдеңе қосып кетейін, мен бір ғалымның айтқан сөзін көргем. Сол кісінің айтуы бойынша мына біздің маңдайымыздағы жаңағы чакра дейді ғой. Иә. Сол намаз оқыған кезімізде жаңағы маңдай жерге тиген кезде сол чакра арқылы керек емес энергия шығып кетеді дейді да. Қыбла ол жаңағы мысалға біздің мына жақ маңдайымыз бір Wi-Fi роутер сияқты болса, жер тасымалдайтын сол энергияны алып кететін нәрсе дейді да. Жаңағы қағбаны ол мүмкін ол жаңағыдай ары қарай жіберетін сондай бір құрылғы шығар дегенге келтіріп жатыр да. Өзінің көзқарасы ғой, ғылыми көзқарасы. Қызық қой иә. В общем, сондай бір қызықтар бар. Енді қараңыздар, ондай болса келесі сұрақ. Неге арабтар? Мекке түсінікті, бірақ неге арабтар дейсіз? Енді қараңыз, иә. Мен қазақпын да. Меккеден жер алып отель сала аламын ба? Опа. Тарихта екінші құнанбай шығып жатыр. Жоқ, мысалға қазір біз жаңа қажыларға дайындап жатырмыз ғой, отельдерді дайындап жатырмыз, иә. Мысалы бізге не деді? Флайнас деді, Флайнас жартысын тасу керек деді. Сондай міндет қойып отыр да, арабтардың тарапынан ша. Мысалы, жартысын өздерінің компанияларының орындасын, жаңа Скат бола ма, Эрасна бола ма, бірақ жартысын Флайнас деп отыр. Иә, арабтардың компаниясы.
Одан бөлек мен қарап отырмын, мысалы қазір бүкіл отельдер, мен енді білмеймін, енді мүмкін қателесуім мүмкін, бірақ менің ойымша бүкіл отельдер сояқтағы сол жергілікті арабтардікі. Оның ішінде түріктер бар ма жоқ па, мүмкін жаңағы пакистандықтар бар шығар мүмкін, білмеймін ғой енді, бірақ менің ойымша арабтар. Или олай емес па? Иә, солай. Иә. Енді сұрақ ондай болса, мен сол Меккеден жер алып, отель сала аламын ба? Бізде де қазір өзіміздің елімізде де осы сұрақ өткенде де көп талқыланды ғой. Жер сатылмасын шетелдіктерге деген сияқты. Оларда да сондай заң бар өздерінің. Мысалы, Мекке мен Мәдинаға қатысты бүкіл мұсылмандардың сондай қасиетті жері болғандықтан, Мекке мен Мәдинаға қатысты арнайы бір ереже жоқ па мысалға, Сауд Арабиясында? Әрине ережелері бар, заңдары бар. Бірақ егер біз жерді өзімізге сатып алып, бір қонақ үй саламыз десек, ол бәрібір сол жақтың арабымен бірге жасауымыз керек. Солар заңдарына сәйкес. Ол сенікі болмайды. Былай айтқанда, мен сол жақтың жергілікті арабымен серіктес бола отырып, бірдеңе істей аламын. Істей аласыз, солай. Тек солай, қазіргі заң бойынша. Сондықтан ол жерде біз енді жер сатылмаса керек, скорее всего. Ол жаңағы біраз жылға арендаға берілетін сондай болса керек. Тек қана сол, мысалы, егер қазір сондай бір мүмкіншілігі бар адамдар болса, біздің арамызда бизнесмендер, мысалы, сол кісілер егер сояқтан бір сауап жасаймын деп, мысалы, иә, біздің Құнанбай атамыз кезінде, мысалы, не үшін сол қонақ үй ғой енді былайша айтқанда. Өйткені қанша майлап жүрді ғой алыс жерге. Сол кезде кешігіп қалатын қазылыққа. Келесі қазылыққа дейін. Құнанбай адам өзі кешігіп қалған Арапатқа. Сол үшін ол кісілер енді ол кезде бай қуатты адамдар. Сондай мүмкіншілік болған шығар, ол кезде заңдарда басқа шығар. Соядан сол жер алып, қонақ үй салып, барлық барған қазақтар сонда тұрған деген сондай тарихта ақпарат бар, иә. Кейіннен оның енді жаңағы ол үйді қай жақта екенін қазір көп айтып жатыр ғой, оны әлі бір дәлелі жоқ, бірақ шамамен айтады осындай жерде немесе болған деп. Ол туралы мен бір естіген бар. Сол заманнан құжатқа салақ екенбіз ғой. Иә. Оған елшілікте оны біраз Совет өкіметінің кезінде арабтар бір емес 2-3 хат жолдаған дейді ғой, сол ғимарат не істейсіңдер деп. Не қыласыңдар? Москваға, иә. Мүмкін, иә. Сондықтан қазір енді соны бір жандандыру мақсатында көп біздің байқуатты адамдар сондай бір әрекет жасап жатыр, иә, бірақ оның заңы бар, өзінің әрине. Ол бізге де кейде соншама үлкен ақшаларды құйып, о жақтан сен қонақ үй салып, бір 10-15 жылдан кейін, 20 жылдан кейін бекен білмеймін ғой. Ол мүмкін өзіміздікі болады деп заң өзгеріп жатса, сол жақта да қиын шығар. Бірақ жалпы оны былай заң жүзінде біздің елшілік бар, солармен бірге бірлесе отырып, сол заңға сай сондай бір келісім жасауға болады. Бірақ бұл жерде мына нәрсені түсіндіріп жіберсек та, бізде жаңағы енді неге арабтар Алланың берген қағбасы ғой, жаңағы неге арабтар деген сұрақ туындайды ғой кейде. Былай қарап отырсаң, бүкіл дүние ол қағба ғана емес, жердің беті Алланікі да негізі. Сол Алла қалағанда кез келген нәрсені берген да. Біздің қазақтың Алатауы да түптеп келген кезде ол қазақтікі болмайды, түбінде Алланікі. Бірақ ол Алланікі екенде біз адамдар тегін жіберіп жатқан жоқпыз Алатауға. Біз туризм жасап жатырмыз, оны пайдаланып жатырмыз, ол жерді не істеп жатырмыз. Сол сияқты ол әрбір елге Алла не берді, ол соны өзінің мүмкіндігін пайдаланып жатыр да. Иә, дұрыс айтасыз. Бұл жерде жаңағыдай күмән келтірудің қажеті жоқ дейсіз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Иә, жаңа сөзіңіз айтып қалдыңыз. Мәселе тек қана жаңағы оны о бастағы сапа деген сияқты әділетті болу деген нәрседе ғана біз осы жұмыс істеп істесек. Әдеге жаңа бір флайнас деп қалдыңыз ғой. Енді бұл басқа да сұрақтар бар шығар, осы қазақты ұйымдастыруға байланысты. Бірақ флайнас бойынша да бұл Сауд Арабиясының әуе компаниясы. Біздегі мысалы Air Astana сияқты да. Оларда да Хотут Саудия дейді, ең үлкен. Сосын осы флайнас және тағы да басқа компаниялар бар. Қазіргі сол олардың заңы бойынша енді неге ондай заң бар, оны айта кетейін қысқаша. 2014 жылы сондай заң шыққан, ереже қажыларды тасымалдау туралы. Бұл тек үлкен қажылыққа қатысты ғой? Үлкен қажылыққа. Жылына бір рет үлкен қажылыққа қатысты. Өйткені біз умрада ол компанияны көп байқамаймыз ғой. Иә, ондай жоқ. Умрада кез келген транзиттікпен де, былай да тікелей рейспен де ұша бересің. Бірақ қажылыққа келгенде тікелей рейспен ұшуға міндеттеп отыр. Неге? Өйткені осы 14 жылға дейін көп барған үлкен қажылық адамдар, қажылар қайтар кезде жаңағыдай кешігіп барады аэропортқа. Бізде өзі ереже бойынша 8 сағат бұрын баруымыз керек. Аэропортқа, әуежайға. Қажылық кезінде, қайтар кезде 8 сағат бұрын барып алу керек. Өйткені 2-3 миллион адам жан-жақтан келген, Жидда аэропорты болсын, Медина аэропорты болсын, үлкен көп жаңағыдай адам саны көп болады. Сондықтан кейбір кезде автобустар сынып қалып жатады, Меккеден шығып жатып.
не істейсің ол кезде мысалы. Сөйтіп кешігіп жатады. Кешіккендіктен жаңағыдай аэропортта адамдар қалып қойып жатады. Оны регулярный рейс жаңағы олар күтпейді, олар ұша береді өзінің расписаниясымен. Сондықтан бұл Сауд Арабиясының тарапынан мен түсінгенім сондай бір үлкен проблема болды. Сондықтан бұлар соны реттеу үшін 2014 жылы жаңағыдай заңды шығарған, тек сол әр ел өзінің қаржысына жауап берсін, тікелей рейспен алып қайтсын, алып келсін, алып қайтсын. Немесе бізде мүдделіміз, яғни жаңағы Flynas осы Орта Азияға сол Flynas компаниясы кіріпті. И қазіргі сол өткенде біздің өзіміз жеткізіп береміз дейді ғой. Иә, бас мүфтиіміз де барып осының бәрін зерттеп қайтты, кездесіп қайтты. Былай айтқанда сендер епте алмасыңдар, біз сендерге көмектесеміз деген әңгіме ғой. Иә, ол кезде біздің 14-15 жылдары бізде бір авиакомпанияда рұқсат ала алмадық. Тікелей рейске. Иә, Скат авиакомпаниясы сол кезде біз естідік, сол әрекет істеп жатқанына. Бірақ рұқсат ала алмады. Неге? Өйткені Қазақстан, жалпы біздің Қазақстанның авиация дейді ғой, мәселесі қара тізімде екен. Самолеттеріміз, ұшақтарымыз. Тек Эйр Астана қосымша бір сондай аккредитацияларды өтіп, ол списоктен шыққан екен. Сосын Скат сол 2 жыл сол жұмыс істеп жүріп, сол тізімнен шығады. Қосымша бір рұқсаттар алуымен. Бірақ сол біздің көп сол самолетіміз жетіспей жатады, бір кешігіп жатады деп жатады ғой, ол жалпы біздің Қазақстанда авиация мәселесі. Осы жерде бір қызық сұрақ пайда болып отыр да, еске түсіп отыр, Азеке. Сол Скат авиакомпаниясы жаңағы рұқсатты алу үшін қажыларды тасымалдауға басшылығы умра жасады деген рас па? Иә, рас. Енді ол кездегі 15 жылы болған жағдай Сауд Арабия тарапынан өзінің серіктесі деді ғой. Сол кезде сол компанияның басшысы. Айта кетейін, ол жерде олар орыстар, иә? Ол кісілер, иә, әлде украин? Жоқ, естігенім, жаңағы білетінім, ол кісі Меккеге кіргісі келді, рұқсат сұрады. Жаңағы сол Сауд Арабия. Әл-Харамға ма? Иә, сол Меккеге. Жаңағы мына Сауд Арабия тарапынан жаңағы компанияның басшысы, ол кісі айтады, сіз қажыларды тасымалдайын деп жатсыз. Алла қаласа тасымалдайсыз. Алла қаламаса ол болмайды, дейді да. Сондықтан әрине сіздің Меккеге Каба кіруіңіз немесе сол құлшын жаңағы ниетіңіз жақсы, барып көргеніңіз дұрыс шығар. Егер жаңағыдай сол нетсеңіз, мен онда кіргізе аламын деді. Жауапкершілікті өзіме аламын деді. 2 жыл жүріп, сол 17 жылы рұқсатын алып, жаңағы Скат авиакомпаниясы кіріп, қазіргі уақытқа дейін, мына 17 жылдан бері қажылар тасымалдап отыр. Үлкен қажылыққа, тікелей рейспен және қазір умраға да. Бұл да бір Алланың бір несі шығар, нығметі ғой әрине. Қазірде осы жылы мына қазір Эйр Астана компаниясы кіріп жатыр. Құдай қаласа ол да тасымалдаймыз деп жатыр. Ол да жақсы. Біздің отандық авиакомпаниялардың тасымалдап қасиетті мекенге апарған жақсы ғой. Көбейген жақсы, иә. Азеке, қазір қажылыққа дайындалып отырмыз ғой, Құдай қаласа. Өзіміздің жаңағы команданың ішінде көп сондай сөздер шығып жатыр. Палатка мәселесі бойынша. Палатканың 2 түрі бар, иә? Жаңа Минна даласындағы. Егер рұқсат болса сөзіңізді бөліп, негізі осы қажылықтың қалай өтетіндігін бір ауыз сұрау жіберсек та, ретімен. Сөзге қарапайым бізде көріп отқан тек қана қажылыққа барып келген адамдар емес, әртүрлі адамдар бар ғой, сондықтан түсініп алсақ, өйткені ары қарай түсінікті болады жүйесін. Неден басталады, немен аяқталады. Ортада не бар деген сияқты. Бағана айтқандай амалдың бәрі ниетін қойып алғаннан кейін, енді елден шығады. Рейтін болған сіздерден сұрап тұрғандарыңыз қалай орындалады, иә? Орындалу қалай дегенсіз ғой. Енді бізден Қазақстанның шығатын қажылардың барлығы өз қажылық үшке бөлініп, 3 түрлі қажылық бар. Таматту, қиран, үшіншісі ифрат дейді. Яғни қажылық жасаудың 3 түрлі формасы бар. 3 түрлі формасы бар, түрі жалпы, 3 түрлі формасы бар. Ол неге байланысты ол? Ихрам киюіне байланысты. Яғни мәселе бұл жерде сырттан келуі, қаншалықты сапар болады, қай елден келеді соған байланысты да. Яғни мысалы бұл жерде мен бір қосып кете салайын, ол қалай ихрам кию деген кезде, мысалы біздің жасайтын қажылық қазақтардан баратын. Біз умра жасаймыз, 1-2 күн демаламыз, умра жасап болып, содан кейін қажылық бастаймыз. Өйткені біз өте алыстан келгендіктен бірден қажылыққа кіріп кету адамдарға ауыр. Адаптация керек. Енді кейбір елдер бар, олардікі жақын. Олар бірден қажылықты бастап кірісіп кете береді.
Саудияның өзіне мысалы Мекке қаласының өзіне қажылық істейтіндер. Сондай бір адамдардың келу мәселесі сапарының ауырлығына байланысты қажылықтың формалары өзгерген да? 3 түрлі формасы. Соны ары қарай түсіндіріп айтып жіберсеңіз, қайсысы қандай екен? Біздің Қазақстан ұшатын, жалпы Қазақстан демей, осы Өзбекстан, Қырғызстан болсын, біз жақтан ұшатын алыстан ұшатын қажылардың барлығы таматту қажылығын жасайды. Таматту деген умра мен қажылықты біріктіріп жіберетін қажылық дейді. Одан кейін ортасында демалыс болады. Мысалға біз Қазақстан ұшамыз, мысалға айтайық, Медине қаласына бардық дейік. Медине қаласында боламыз, мысалға 2-3 күн пайғамбарға сәлем береміз. Мүмкіндік болса Раудаға кіріп намазымызды оқимыз, сол жерде намазымызды оқып біткеннен кейін 3 күннен кейін Меккеге жолға шығамыз. Енді ол жерде қандай миқат? Миқат деген ол ихрамға кіретін орынды айтады. Үстіңізге ихрам киіміңізді киіп, ниетіңіз қылып, ләббайк Аллахумма тәлбиеңізді айтып бастайтын орында миқат деп атайды. Енді Медине мен Меккенің ортасындағы, Мединеден баратын адамдардың миқаты ол Зул-Хулайфа дейді. Тура Медине қаласынан шамамен бір жарты сағат 20 минуттық жердегі бір мешіт орын. Меккеге дейін 450 километр. Сол орынға кіріп, ниет қылып, ихрамды кигеннен кейін Меккені, яғни Қағбаны көргенге дейін тәлбиені айтып барамыз. Бірақ ол жерден не қыламыз? Үлкен қажылыққа ниет қылмаймыз, ол жерден умраға ниет қыламыз. Жаңа Зул-Хулайфадан үлкен қажылық емес, умраға ниет қыламыз. Жалпы Қазақстан шыққандағы ниетіміз үлкен қажылық қой негізі. Бірақ енді ана жерге барғанда біз үлкен қажылыққа ниет қылмаймыз. Өйткені үлкен қажылыққа дейін бір аптадай уақыт болады. Бір аптадан 5 күндей уақыт болады. Өйткені егер біз үлкен қажылыққа ниет қылатын болса, онда біз ихрам киіп алып 5 күн бойы ихрамды шешпей жүруімізге тура келеді да. Сол себепті біз ол жерден Зул-Хулайфадан кіші қажылық дейміз, умраға ниет қылып шығамыз. Сосын Меккеге барып, Қағбаға барып, тауафымызды қылып, Сафа Маруаның арасын 7 мәрте жүріп өтіп, шашымызды қидырып, ихрамнан шығамыз. Ол бізде умра есептеледі. Енді ихрам тағы да ары қарай үлкен қажылыққа дейін біршама күндер бар. Енді ол бару уақытына байланысты. Бару уақытына байланысты ол енді. Бір апта 10 күн деп айта алмаймын, бару уақытына байланысты біршама күндер болады. Сол күндерде дайындаламыз, сабақ қыламыз, үйренеміз, қандай амалдар, қандай уағыз насихаттар болады, күш жинаймыз. Былай айтқанда рухани дайындамыз, қысқаша айтқанда ол жерде. Қажылықтың уақыты болғаннан кейін өзіміздің жатқан қонақ үйімізден үстімізге қайтадан ихрамды, ихрам деген түсінбей жатқан болса 2 матаны айтады, ихрам деген астымызға үстімізге киетін 2 матаны айтады. Сол 2 матамызды үстімізге іліп жатқан қонақ үйімізден тәлбиемізді айтып шығамыз. Былай айтқанда ол кезде сіз үлкен қажылыққа аттандыңыз деген сөз. Үлкен қажылық жалпы енді биылғы есеп бойынша июль айының 8-інде басталады. 8 мен 13-12 аралық, 13 аралығы үлкен қажылық дейді. Енді сіз сол 8-інде үлкен қажылыққа аттанып бастайсыз. Пайғамбар алейхиссалам айтпақшы, әл-хаджу арафа дейді. Қажылық деген не ол деп сұрағанда пайғамбар айтты, ол арафатта тұру деді. Сол себепті қонақ үйімізден шығып Мина алқабына барамыз. Орналасып, сол жақта қонамыз. Сол жерде палаткалар бар. Одан кейін жалпы ол жерде енді рәсімдер орындалатындай ғой. Мина бар, ол жерде Муздалифа, одан Арафат, одан кейін тас лақтыру, жамарат деп атаймыз ғой. Шайтанға тас лақтыру кезінде Исмаил алейхиссалам, Ибрахим алейхиссалам, Исмаил алейхиссаламның кезінде болған оқиғадан сол жерде тас лақтыру деп қалып кеткен. Сол жерде осы 4 амал орындалады. Біз осы 4 амалды бітіргеннен кейін соңында құрбандық шаламыз. Өйткені біз таматтуқ қажылығын жасағаннан кейін таматтуқты қиран мен ифратқа қарағанда ерекшелік, бізде таматтуқ қажылығын жасағанда құрбандық шалу бізге міндет болып есептеледі. Құрбандық шалу керек болады. Сол себепті біз қиран емес, біз ифрат емес, біз таматтуқ қажылығын жасағаннан кейін біз құрбан шаламыз. Құрбан шалғаннан кейін шашымызды алып ихрамнан шығып, былай айтқанда енді дұға қыламыз ғой, енді Алла қабыл етсін дейміз. Сонымен үлкен қажылық бітеді. Енді ол жердегі рәсімдер солай. Бір нәрсені айтып жіберсем, бұл жерде көрдіңіз бе, жаңағы тәрбие дегеннен шығады ғой, о бастағы. Алла тағаланың тәрбиесі басында қонақ үйде боламыз. Одан кейін жаңағы Минаға барып палаткада тұрамыз. Ол палаткада шатырда, Минадағы шатырдың жағдайы жақсы. Ол жерде мысалы айталық бір 20 адам бір шатырда отырады дегенде. Ол енді қанша әртүрлі болады. Әртүрлі болады, бірақ негізі. Мен айтқым келіп жатқаны, одан кейін енді қонақ үйден шатырға түстік қой. Бір кезде Минадан Арафатқа барған кезде, ол кезде Арафатта үлкен шатырлар, көп адам бірге тұра береді, тағы да түседі. Арафаттан кейін Муздалифа дегенде шатыр жоқ, далада қонамыз, кәдімгідей. Яғни Алла тағала қонақ үйден былай тарс еткізіп адам нәпсісін сындырып, содан кейін түсіндіреді да. Сөйтіп ең түседі тұра, экономға түсеміз да, қайтадан келесі сол Муздалифа қонғаннан кейін қайтадан Минаға барып, қайтадан көтеріледі былай. Сонда мақсатымыз жаңағы бүкіл нәрсенің мақсаты түбінде тәрбие деген кезде Алла тағала біздің нәпсімізді сындырып тәрбиелеп, ана жақтан бастап бүкіл адамзатты сен байсың ба, кедейсің ба, патшасың ба, басқасың ба, ақырын тұрып алып келеді. Енді осы жердегі жаңағы сіз айтып отқан палатка деген мәселе бар. Сұрағыңыз қатаға қарай ма? Екі түрлі палатка бар екен, Асеке. Менің естуім бойынша. Бірнеше түрі бар. Бірнеше түрі бар ма? Соны айта кетсек. Осы жерде түсіндіріп кетсеңіз, мысалға ертең Құдай қаласа біздің қажыларға барған кезде
сол шатыр мәселесі бойынша қайсысына ұмтылған дұрыс, қандай болғаны дұрыс, соны түсіндіріп кетсеңіз. Өйткені қазір мысалы біз колл-центрден звондап неғып жатырмыз, енді әрине жаңағы бағасы арзандауына қарай ұмтылады көбісі. Бірақ ол жерде қандай қиындықтар болуы мүмкін, соны айтып кетсеңіз. Өйткені айналдырған бір $200-300 үшін ертеңгі күні қиналып жүрмесін деген ой ғой. Мәселе қарыздың сапалы болуында ғой. Иә. Енді жаңа Қазбек айтып кетті ғой, біз ихрам киіп үлкен қажылыққа ниет етіп шыққан кезде Мина алқабына барып қонамыз. Жалпы Мина алқабы, Арафат, Муздалифа ол бір үлкен алқап. Әр өзінің несі бар, белгіленген жері бар, және қажылықтың белгіленген уақыты бар. Біз белгіленген уақытта Мина алқабына барып тоқтауымыз керек, қонуымыз керек. Оның белгіленген мекені бар. Бұл жерде жаңағы шатырлар бар. Шатырлардың жаңағы әртүрлісі бар шынымен де. Енді биыл пандемиядан кейін көп өзгерістер жасалып жатыр дейді. Бізге осы уақытқа дейін Минадағы шатырлар қандай болатыны, бағасы қандай болатыны әлі белгісіз отыр. Орташа бізге айтты, осылай болады деп. Мысалы біз өзіміз осы уақытқа дейін 17, 18, 19 жылдары палаткаде, VIP палатка дейді. Яғни ол қалай шатыр ғой кәдімгі, брезент. Соны қабырғасын гипсокартоннан жасатқызатынбыз. Не үшін? Өйткені күн ыстық, жаңағыдай кондиционер суық ұстау үшін гипсокартонмен жасатып, жаңағы 20-30 квадратқа бір кондиционер қойдырып, сосын мынандай софа бед дейді, мынандай диван пуфик, жаңағыдай жазсаң не болады? Кровать болады, иә. Диван, жинасаң мынандай кресло болады деген сияқты. Осындай қызмет алатынбыз, және 3 уақыт тамағымен. Бірақ кейбір палаткалар бар, ол кәдімгідей құр, оның ақшасына сай ғой енді. Ақшасына сай, ең төменнен басталатын ештеңке жоқ. Яғни жаңағы құр брезенттің өзі палатка, жаңағы өзінің стандартный бір желдеткіштер өтеп, кондиционер емес, бір жылы салқындау бір жел соғатындай болды, кілем. Осы ғана. Бұл ең төмен жаңағыдай. Енді бұған қараңыз, жаңа айтып отырсыз, қайсысын алған дұрыс? Ол әрине бұл өзінің адамның өзінің жағдайына қарай. Өйткені былайша айтқанда бір $500 ғана палатка алатысың, мүмкін сен соған жағдайың бар. Үстінен тағы да $500 қоссаң, сен онда жаңағыдай палатка аласың. Бір нәрсе қосып кетсекші, бұл жерде жағдай деп тек қана ақшаны айтпау керек сияқты да. Өйткені мен де өзім талай умрада қажылықта болдым, жағдай деген бұл жерде денсаулық жағдайына да байланысты. Иә, қазіргі өйткені анаған сіз көтере алмай, шыдай алмай. Біреулер бар, шыдаймыз дейді. Бұл жерде бар, шыдаймыз. Айтқым келетін нәрсе мынау да, мысалға жаңағы қажылыққа бара жатқан кезде, значит, ол сен жиналдың деген сөз ғой, соған дайындалдың деген сөз ғой енді, дұрыс па? Мен жаңа естіп отырмын, мысалға жаңағы сол палаткада жатқан кезде, егер мынау тамағы бар палатканы таңдамасаң, тамақ жағынан қиын болады дейді да. Айналасындағы дүкендерге барып 2-3 сағаттап кезекте тұрасың дейді. Күн ыстық. Және бұл жерде дұрыс кухня табу, тамақ таба алу деген мәселе ғой. Өйткені біздің елдегідей тамақты дәл табу, ол жақта пәленбай елден келгеннен кейін, мысалы жаңағы Индонезия сияқты, Малайзия сияқты елдердің тамағы бізге мүлде ұқсамайды. Оны біз тіпті іше де алмаймыз. Өйткені олар теңіздің жағасында болған, олардікі басқаша. Сондықтан бұл жерде дәл егер алдын ала өзіңнің фирмаңа айтып қойсаң, ол саған дәл керек тамақты дәл қасыңа әкеліп береді да. Әйтпесе анау қаншама құлшылықтан адамды алаңдататын артық әуре да, тамақ үшін бүкіл күшіңді, энергияңды, уақытыңды жұмсайды. Иә, біз де сөйтеміз. Өзінің бір стандартный пакеті бар, соны алсақ, ол мынша тұрады, бірақ оған жаңағыдай тамағы да кіреді, бірақ сухой паек. Бір нан, бір сондай бір 4-5 нәрсе кіреді, енді оның біздің неге келмейді ғой енді башқанда. Құлшылықта күн ыстық. Сондықтан біз қосымша аламыз. Әзеге биыл сол шатырлардың ішіндегі орындар қымбат болып отыр дейді, сол рас па? Иә, ол рас болып отыр. Неге ондай отыр, соны бір ашып кетсеңіз? Нақты енді жауап айту қиын. Ол біріншіден олар өздері бізге жауап бермей жатыр. Өйткені қазір олар да өзгерген. Біз өткенде болдық. Сол жақтың жауапты қызметкерлермен сөйлестік. Реконструкция өзгеріп жатыр. Мүмкін кірпіштен салып бір үй салып жатыр деген сияқты бір ақпарат бар. Немесе жаңағыдай пандемияға байланысты, карантинге байланысты жаңағыдай көп адамды шоғырлатпай, мысалы шоғырландырмай. Көп адам қабылдай алмайды. Қабылдай алмайды. Өзі 1 миллион ғана деді ғой, мысалы. Биыл 1 миллион деп отыр. Негізі қандай болушы еді адам саны бұрын? 2,5 миллион ресми болатын. Бұл айтқанда 2 есе азайып отыр биыл. Қазір 2-3 есе азайып. Бұл ресмие.
Ол ресми беріп қалады, ресми жетіп емес те қаншама адамдар барады. Сол жақтың жақын елдегі немесе өз елдеріндегілер кейде барып жатады, жаяу барып жатады. Сондықтан биыл енді азайтты, соған байланысты олар көп бір минада сол жаңағы алқабында көп өзгерістер жасап жатыр. Соған байланысты оның жаңағы несі де өзгеріп жатыр, бағасы. Былай айтқанда адам санының азаюына да байланысты мүмкін дейсіз ғой, иә? Иә. Карантинге байланысты, адам сайын азаюына байланысты, бір өзгерістерге байланысты. Әлемдік жағдайларға байланысты. 2-3 жыл бұрынғы бағаны қазір мысалға бұрын 3 миллионға бөлген болса, қазір 1 миллионға бөліп отыр дейсіз ғой жаңағы. Иә. Былай общий жаңағы несін расходтарын. Иә. Әрине, оларды қанша енді 2-3 жыл жаңағыдай жұмыс істемеді, қаншама қонақүйлері бос тұрды. Енді қазір умра бастарып жатыр, енді қажылық болайын деп жатыр. Оларға да мүмкіншілік қой енді былайша айтқанда. Әлемде де көп нәрсе өзгеріп жатыр ғой қазір бағаға байланысты, басқаға байланысты. Асеке, негізі әр елге жаңағыдай қажылардың квотасын белгілеп береді ғой мысалға. Сол не нәрсеге байланысты сол? Иә, енді квота деген сөзді бірінші шарықтап кетейін. Квота деген сөзді бізде кейбір өткенде сұрап жатыр. Ол тегін емес па дейді. Квота бізде бір ауырсақ барып бір квота алып бір тегін емделіп жатамыз ғой, сондай қылып бір қалыптасып кеткен бір түсініктер бар кейбір адамдарда, бірақ олай емес. Ол Сауд Арабиясының өзін жаңағы Меккені қасиетті мекенге жан-жақтан әлемден қаншама миллиондаған мұсылмандар келгісі келеді, үлкен қазық жасағысы келеді. Егер оларға бір жаңағы шектеу қоймасаң, әрине ол жерге бәрі сыймайды. Сондықтан әр елге өзінің мұсылман санына байланысты, соған байланысты 1 миллионға 1 мың адам деп. 1 миллионға 1 мың адам. Иә, мысалы біз егер 20 миллион десек, 19 миллион десек, бізге негізі 19 мың, 20 мың, 19-20 мың беруге негізі бірақ тиесілі. бізде ондай не жоқ, сұраныс жоқ әлі. Сондықтан біз 10 мыңға дейін де бізге беруге дайын. Негізі қазір кезде бізге 10 мыңға дейін квота жаңағы орын беруге дайын. Мәселе біз дайынбыз ба деген ғана сұрақ болып тұр. Мәселе біздегі енді діни жағдай. Жаңа айтып жатқан нәрсе ғой сол. Біз 16-17 жылдары 5 мың адамға дейін орын алып аппаратымыз қазір. Сол толатын бет сол квота. Толатын, иә. Кейіннен мына доллар өсті. Қаншама мәрте. Анау естеріңізде ме? Бір 80, 120 деген курстар болды ғой. Қазір 400 қанша 30-ға 3-4 есе өсіп кетті. Әрине бұл да әсер етеді. Біз өткен о жақта бәрін доллармен төлейміз ғой. Негізі қажылық салыстырмалы деңгейде қымбат емес қой. Бізде қазақта мынандай жақсы мақал бар да. Байдың мінген жорғасы көрінбейді, молдан ұстаған дорбасы көрінеді деген. Былай қарасаң, талай Таиландқа немесе шетелдегі небір мемлекеттерге кетіп жатқан кезде осыдан көп кетпесе, аз кетіп жатқан жоқ қой. Әрине. Бірақ оған өте көп кетіп жатыр адамдар. Ол кезде сезон жоқ, кез келген уақытта сондай бағамен кетеді. Бірақ оны ешкім танып жатқан жоқ, ешкім көріп жатпағаннан кейін бізге нағып олар соған кетеді, нағып ол ондай қымбат деп жатқан адам жоқ та негізі. Ал бірақ құлшылыққа келген кезде ол жылына 1 рет болады және мұсылмандардың барлығы барғысы келгеннен кейін көзге қатты көрініп қалатын дүние болып тұр ғой. Иә, көп сұрақтар, неге қымбат, қажылық неге қымбаттатасыңдар, неге осыны бизнес қылып ұстағансыңдар? Әлемдік деңгейде қымбат болмайды ғой сонда ол. Біз енді о жаққа апару үшін не істеуіміз керек? Бірінші авиакомпаниямен сөйлесуіміз керек, ұшақ алуымыз керек, билет алуымыз керек, ол жақтан қонақ үй алуымыз керек, оның тамағын алуымыз керек, оның автобусын алуымыз керек. Мұны Қазбек сияқты жаңағы гидтерді, ұстаздарды жіберуіміз керек, оның шығыны бар деген сияқты. Қазбек өте қымбат десең де. Бәрі құртып жатқан осы. Және де тағы бір айтылатын нәрсе бар ғой бұл жерде. Қымбаты қымбат, иә. Егер арзан болса, онда көп адамға парыз болатын еді бұл. Енді Алла тағала айтты Құранда, жағдайың жетсе ғана бар деді да мысалға. Жағдайы жетпейді, онда сізге парыз емес та. Егер бір адамдар былай ренжуі мүмкін, арманымыз ғой Мекке Мәдинаны көру. Мекке Мәдинаны көргіңіз келсе, онда умра бар мына жақта. Алла тағала Құранда да айтады ғой, адамдарға армандаған нәрсесінің бәрі бола бере ме деген. Былай айтқанда ол нәрсе. Былай айтқанда оны жаңағыдай қымбат деп ренжудің қажеті жоқ. Иә, ренжудің қажеті жоқ. Өйткені жағдайың жетпесе, онда саған міндет емес. Иә, ол сіз оған сөзіңіз шығын қылудың қажеті жоқ та. Сіз одан да умраға барыңыз. Мекке Мәдинаны көргіңіз келсе. Өйткені Мекке умраға да барсаңыз да, қажылыққа барсаңыз да көретін жеріңіз бір. Иә, умраға барса бірақ енді қажылық ол нақты жағдайы жеткен адамға ғана парыз. Егер ол сізге жағдайың жетпесе, оған тіпті бармадым деп өкініп, жанды қинаудың да. Осы жерде бірдеңе айтып кетейінші мен. Алдында Асекең бәріміз барып қайттық қой. Март айында, иә, умраға барып қайттық. Наурыздың аяғында. Сол кезде біздің жаңағы Өзбекстандағы басқа маған қатысты бір компания бар. Сол Өзбекстандағы офистің жаңағы несі, қызметкері, ол да барған екен. Мәдинада жолығып қалдық екенбіз. Иә, Мәдинада жолығып қалдық екенбіз. Ол анасымен барған екен. Сөйтіп жаңағы әңгіменің арасында сұрап қалдық та, енді қаншаға келдің деген сияқты, қаншаға шықты деп. Сонда анамыз екеуміз $6000 келдік деді. Ох ты. Умра. Анамыз екеуміз $6000 келдік деді. Есіңізде болса, мен сізге айтқам соны.
сондай екен деп ше. Сонда адам басына 3000 доллар болып тұр. Адам басына 3000 доллардан шығып тұр. Ол біріншіден, екіншіден бұл жігіт жаңағы ол жақтағы енді мүмкін ол жақта адам саны көп шығар, мүмкін жаңағы барғысы келетіндердің тізім, иә? Тізімге тұрған, ол жаңағы басқа айда бару керек болған, бірақ амалын жасаған әйтеуір, жылжытқан былай айтқанда ше. В общем, айтқым келіп тұрған нәрсе, мен сол кезде байқаған, біз сол кезде біздің қанша шықты біздің барған жаңағы неміз, көп болса 1200-1300 доллар болған шығар біздікі. Иә, сіздер енді люкс пакетпен 1500 болған шығар, 1700 болған шығар мүмкін, иә. Бірақ ана жерде ана кісілердікі 2 есе қымбат болып тұр да. Енді мен оларды ойламаймын, жаңағыдай бір люкс пакетпен барды деп ойламаймын да оларды. Даже если люкс пакетпен барған болса да, бәрібір бізден қымбат. Бәрібір қымбат болып тұр да, бәрібір. Иә. Қазіргі әдеке осыны айта кетейін, көп әңгіме жүріп жатыр қоғамда. Мысалы, Қырғызстанда арзан қазылық, немесе Ресейде арзан, бізде неге қымбат деген. Бізде осы Қырғызстанда немесе Ресейде арзан дейді. Ресейде арзан дейді. Өзбекстан туралы айтып отқан жоқ, Өзбекстанда жаңа қымбат болуы мүмкін, өзіңіз айтпақшы. Бізде 18-19 жылдары, 20 жылдары антимонопольный комитетте тексерді, бүкіл қазылық компаниялар тексерді. Иә, тексерді. Өйткені енді түсінікті ғой жаңағыда, мүмкін сговор, енді бірлесіп қазылық компаниялар баған деген сияқты ма деп соған сай тексерістер болды. Біз енді әрине жаңағы бұл бизнес саласы болғандықтан әр біз қызметке жаңағыда келісімшарт жасаймыз, счетқа төлейміз, банк арқылы төлейміз деген сияқты, оның бәрі бар. Яғни жаңағы ұшаққа, қонақ үйге, автобусқа, тамаққа, барлық нәрсеге келісімшарттар бар, соның бәрін көрсетіп тұрып, жаңағыдай сол антимонопольный комитетке құжаттарымыз көрсеттік, олар тексерді. Енді олар да түсінді, өйткені шынымен де бұл жерде қазылық компаниялар ешқалайда бір үстінен бірге бір қосып, немесе сондай отқаны. Елді қанап жатқан жоқ қой, қысқаша айтқанда. Ондай жоқ, иә. Оны өткенде біздің діни басқарма да, бас муфти да барып, өзі авиакомпаниямыз, Сауд Арабиясының авиакомпанияларымен кездесті. Жаңа палатка бойынша да сөйлесті, кездесті. Неге солай отыр, өткені бізде қазылық қымбат болып жатыр деп. Соның бәрін енді ол жағынан да ол кісілер де зерттеді. Яғни қазіргі кезде ол тек бізге олар қандай есеп қояды, жаңағы біз соны төлейміз. Өзіміздің жаңа туризм осы фирмалардың өзі несі сол, табысы бір өзінің комиссиясы. Ол бір 5-10% болуы мүмкін. Ол біздің табысымыз. Енді компания болғаннан кейін табыс болу керек. Компания болғаннан кейін, офистің расходы бар, жаңа гидтердің расходы бар деген сияқты. Қырғызстанда сол тікелей рейс шығып жатыр сол бағаға. Қазылықтың бағасының егер былай бөлсек, көп несі 3-тен 1 бөлігін мүмкін жаңағы авиакомпанияның билеттің бағасы. Алып қояды, иә. $1600 орташа тұрады. Жаңа тікелей рейс ол апарады және бос қайтады. Ол чартер болғандықтан ол жақтан ешкімді алып кете алмайды. Яғни умра арзан болғанмен оларда қазылықта қымбат. Қазылықта, иә, біз енді қазылықта билет $600-700 тұрады. Мына үлкен умрада үлкен қазылықта жаңағыдай $1600 дейін көтерілді. Неге? Біріншіден Сауд Арабиясының өзі жаңағы рұқсат алу рәсімдері өте қымбат қызметтер, аэропорт болсын, рұқсат алу болсын. Екінші жаңағы бір жаққа жаңағы ұшақ бос қайтады. Ол да бағаға кіреді. Осы жерде бір естігенім бар да, Секе. Жаңа айтып отырсыз, Қырғызстан, Ресей неге арзан, бізде қымбат деп жатыр деп. Ресей шынымен қымбат, арзан ба бізден сонда? Ресей бізден арзанырақ болған. Олар өткені бұрын ұшақтары Иорданияға барып, Иорданиядан автобуспен баратын. Мединаға 1000 км автобус ұшақтан арзан. Иә. Олардың $600-700. Қырғызстандікі не үшін арзан болып жатыр? Қырғызстанда олар қонақ үйлері тегін. Тегін. Оны уақыт қой. Уақыт, иә, уақыт қоры. Уақыт деген нәрсені түсіндіріп кетсеңіздер ондай болса. Қонақ үй деген нәрсе болғанда да бұл жерде қонақ үйдің түр-түрі бар ғой ол жақта. Уақыт деген нәрсе, ол жалпы уақыт деген нәрсе дінде Алла разылығы үшін беріліп қоятын нәрсе ғой. Ол жердегі тегін уақытта ол мүлдем енді біздің қазақи түсінікпен қарағанда жағдай жоқ. Сен келіп тек қана жатасың, ол пәленбай километр анау жердің бір бұрышында. Иорданиядан автобуспен келетін жерден жаяу көресің. Ол былай айтқанда ол Сауд Арабиясының өзінің жаңа мемлекеттің жағдайын түсініп беріп қоятын бір тегін жаңа жататын жер. Жатақхана ғой былай айтқанда. Иә, Қырғыз далада қалып қоймаңдар деген әйтеуір жанашырлық қой. Иә. То есть былай айтқанда біз енді Қазақстан болып жаңағыдай бір біз үйтетін болсақ, біздің имиджімізге қатты тиіп кетеді ғой былай айтқанда. Жоқ, ол имиджден бұрын біздің оған баратын адамдар жоқ ол.
мысалы қазір біздің қарапайым оған адам жей алмайсың дейсіз ғой. иә, ол адамдар барса бізде қазір ол талай осы умраға қажылыққа бірге барып көрдік қой. Біз қазақтар енді ол бір жағы өзіміздің абыройымызға байланысты шығар, бір жағы өзіміздің сол қалауымызға байланысты біз жағдай күтеміз ғой. Кез келген жерде біз кішігірім киіз үйдің өзінде жамбастап жатқымыз келеді. Мысалы да бүйтіп анау бүкіл дүние өзгеріп жатқан кезде біз жұмыс істеп кете бермейтін, бір өзімізге бір бап іздейтін халықпыз ғой. Сондықтан сол жақта да бір өзімізге бап іздейміз. Жалпы біздің қазақтардың талғамы басқаша шынымен де. Талаптары жоғарырақ. Мысалы қырғыз қажыларына егер салыстырған кезде. Сондықтан егер біз оларға сондай жағдай жасасақ, неге ондай деп айтуға қалуы мүмкін. Қырғыздың қажылары енді сондай жағдайға үйренген көрінеді. Біз ана шай ішкеннің өзінде шайдың рахатында бола ұзақ отырып қалатын жатқан адамдармыз ғой. Ана жағдай жақсы кетіп жатқан кезде ше. Басқа жұмыс бар ау бірдеңе деген ұмытып кетіп. Негізі ондай біздің халықтың ішінде ондай сұраныстар бар ма негізі? Әрине бар. Арзан пакет сұрайды, арзан қонақ. Не болса да жетіп алайық дейтіндер бар ғой. Не болса да барып қайтайық деген адамдар бар ғой былай айтқанда, Жаңағы біз енді мейлінше бір эконом пакет жасап, қонақ үйді алыс болып, жаңағыдай онша бір жағдай болмаса да, палаткада жаңағыдай жай қарапайым болса да, соны арзанырақ жасауға әрекет істеп жатырмыз. Бірақ енді сол көбінесе ондай адамдар жаңа таңдайды сондай пакетті, бірақ ана жаққа барғанда қиналып қалады. Сондықтан мүмкін сол бір үстінен тағы да бір қосымша қаражат төлеп, мүмкін жақсырақ қонақ үй, жақсырақ палат қалған дұрыс па деп біз сол сұранысқа талай сай сондай бір пакеттер жасаймыз. Енді тәжірибеден соң ол басында ана адам толық жағдайды білмегеннен кейін әйтеуір жетіп жатсақ дейді. Бірақ барғаннан кейін қиналып жатады, денсаулығын құртып жатады, жаңағы өзі үйренбеген не болғаннан кейін. Қазір оның үстіне шілдеге келіп жатыр ол қажылық. Шілде, нағыз. Мен осы кеше ғана келдік, 50 градусқа ыстық болып тұр, 48 болып тұр. Иә. Шілдеде енді 50-ден жоғары болуы мүмкін. Кез келген құлшылықтың сынағы болады ғой. Бұл жерде мәселе тек қана құр теңіздің жағасына демалуға бара жатпағаннан кейін ол құлшылық деп қарап, ол жерде бір керемет адам бәрібір сол құлшылықтың сапалы болуы үшін өзінің денсаулығын, өзінің мүмкіндігін, күш-қуатын, қай кезде әлсіреп кетпейді, қандай тамақ керек оған соның бәрін өлшеу керек қой. Өйткені ертең ол Құдайдың алдында істейтін нәрсесін сапалы өткізу үшін оған да сапалы күш-қуат керек та. Біз әйтеуір істейміз деп ойлап өзімізге сеніп қаламыз. Негізі оған шамамыз жетпейді дегенде өзіміз ауырып, кондиционерді көтере алмай, бір кезде жел тисе суық тиіп қалып деген сияқты сөйтіп жатамыз ғой. Ол құлшылыққа кері әсерін тигізеді. Кейде ойлаймын, біз өзіміз қажыларымызды мүмкін сөйтіп үйретіп қойдық па деп жағдай жасап ше. Өйткені егер біз бір нәрсені жасамасақ, мысалы тамақ жағынан бір қарапайым жасасақ, немесе палаткадан ол айтады ғой, мысалы неғып егер қосымша бір төлеуге дайын едік қой деген сияқты, неғып жасамадыңдар деп айтуы мүмкін, сын айтуы мүмкін. Ол да бар. Мысалы осы жерден келіседі, ол жаққа барып мысалы айтады, неғып мынау жоқ, неге мынау жоқ деген. Істегеннен кейін дұрыстап істеу керек деген әңгіме болды баяғы. Негізі Қазақстаннан бара жатқанда мысалы ең бірінші пакет алып жатқанда айтылады ғой, негізі жағдай осындай, ол жақтан андай нәрсе болмауы мүмкін, жаңағы іздегеніңіз табылмауы мүмкін, ойлағаныңыздай болмауы мүмкін деп болды барып алсақ болды деп келеді. Негізі енді гид болғаннан айтатын да. Ол жақтан күтіп алғаннан ана жағдай кейбір болады, төлеген ақшасына қарай ғой енді баратын жер. Көргенде жоқ, мен бұндай нәрседе ойлаған жоқпын, одан ақшаны көп төлеуім керек еді ғой деген асхат айтпақшы, сондай әңгіме басталады шыны керек. Енді біз жаңағы өзіңіз айтпақшы қазақ кішкене өзімізге жағдайды ойлап қойған халықпыз ғой, мынандай ол жаман емес қой, негізі өте жақсы нәрсе ол негізі. Жақсы нәрсе, бірақ соны басындағы айтылған нәрсеге көніп барады да, бірақ ар жаққа барғанда кішкене ренжіп өзінің наразылығын білдіріп жататын жағдайлар кездеседі. Енді ол өзінің қазағы болғаннан кейін, өзінің бауыры болғаннан кейін ренішін білдіреді да. Дұрыс па? Өкпесі айтады. Біз қанша дегенменен жаңағы Алтын Орданың ұрпағы тектілік болғаннан кейін осындай жағдайда қараймыз деп ойлаймын да. Біз яғни бір ағамыз өте жақсы айтады. Мысалы қазақтың тектілігін бір-ақ нәрседен білуге болады дейді. Басқа елдер жылқыны немесе малды бағалаған кезде салмағына қарап бағалайды ғой. Мынау осынша килограмм құны осындай деп. Біздің қазақ ешқашан салмағына қарап бағаламайды екен. Бұдан екі елі қазы шығады деп ше. Тектілігі сода да, яғни жылқының өзіне қараған кезде қазысымен, сапасымен өлшейді да, оның салмағымен емес. Сол сияқты ол қазақтың кез келген мәселеге жаңағы сапа, жағдай деген сияқты нәрсе қарауы ол бір қазақтың жамандығы немесе қатты еркелік емес. Ол ар жағында белгілі бір деңгейде тектілік, бәрібір өзінің шамасын білу. Өйткені шынында да артыңды ойламай, әйтеуір барсам болды деп әлсіреп денсаулығыңды құртып, не құлшылық жоқ, не денсаулық жоқ болып қайтып келген, ол бір абырой емес негізі. Өйткені сіз бара жатқандағы мақсатыңыз сапалырақ болып қайтып келу. Осы барған иманыңызды одан сайын көтеріп, одан сайын осы елге қызмет ету үшін қуаттанып келу да, өзгеріп келу. Барып денсаулығыңызды құртып, тынып кету емес та. Ол бұрынғы замандарда шынымен ол сапардың қажылықтың сапары қиын болғаннан кейін Құнанбай сияқты аталарымыз өлсек арманым жоқ деп кететін. Барсақ, сол жерде енді кетіп қалайық деген сияқты. Тіпті Құнанбайға қатысты сондай оқиға бар, ол бүкіл қазақтың даласын кешіп өткен ғой.
кесіп өткен. Сол кесіп өткен кезде барлығынан маған сол жерде жан тапсырсын деп дұға етіңдер деп сұраған екен. Сол кезде мен енді аты есімде жоқ, бірақ осы Сыр өңірінде болу керек, бір би. Түркістанда ма? Сол бір би ғана сол батасын бере алған екен. Сонда не деп бата берді деген кезде, ер тілегі болса өлсін, ел тілегі болса келсін деп бата берген екен да. Сөйтіп елдің тілегімен Құнанбай атамыз жерге қайтып келген екен. Сонда шында о замандағы сынақ көп болғаннан кейін, сапар ауыр болғаннан кейін, жалпы қасиетті жерде қайтыс болғысы келеді, кім болса да. Соған сол ниетпен баратын. Ал қазір енді өлім деп барудың қажеті жоқ. Қазір ел енді тәуелсіздік алып, елді жаңа Қазақстан қыламыз деп бүкіл әрбір бізге салиқалы ақсақалдар да керек, мықты жігіттер де керек, мықты аналар да керек. Одан да қайтып келіп, сол иманымен мына жақтағы қазаққа пайдасын тигізіп, жақсылықты көбейту керек болып жатыр да, өліп кету керек емес. Сондықтан мүмкіндігінше өзімізге жақсы жағдаймен сапамызды көтеретін деңгейде барсақ, оған біздің Қазақ Travel компаниясы биыл жақсы дайындық жасап ғой. Иә, Аллаға шүкір, иә, Аллаға шүкір. Енді айтып кетіңіз онда Асеке. Дайындық қалай болып отыр? Сонымен біз бағдарламамыздың кішкене несіне. Негізі биыл біз қатты кешігіп жатырмыз жалпы. Біз болғанда, в смысле, Қазақстан. Қазақстан, әлем бойынша. Әлем бойынша. Әлем кешіп отыр, әлем кіммен жазып отыр? Қазылыққа Сауд Арабиясы кеш шығарды. Квотаның беруін өзін кеш шығарды. Бізде әдетте, мысалы, Рамазанға дейін белгілеп қоятын квотаны да бөліп, жаңағы енді бұл жерде діни басқарманың өзінің жаңағы осы Қазақстанға барып, бас мүфтиіміз жаңағы берілген орынды аладық. Сөйтіп барып, осы жақтан конкурс жариялап, сөйтіп жаңағы компанияларды өздерінің талаптарына сай іріктеп, биыл мысалы 14 компания, оның алдында 18-19 компания болған, қазір 14 компания өз рұқсаттарын алып отыр. Соған сай жаңағы алынған квотаны бөлінді, орындарды бөлінді. И енді ары қарай біздің жұмыс қандай? Біз ең бірінші мәселе осы ұшақты реттеп алуымыз керек. Қалай ұшамыз? Енді өткенде транзиттік рейстермен де былай бұрын транзиттік рейспен ұшатынбыз. Ир Арабиямен, Түркия арқылы, соны Эмират арқылы, Шаржа арқылы. Ол бір $200-300, $400 арзанырақ болатын қазіргі бағаға қарағанда. Бірақ оның да қиыншылығы бар. Біз сол жерде Шаржада, басқа немесе елде, аэропортта кейде 10 сағат, кейде 20 сағат, одан да көп қажылар отырады транзиттікке өткен келесі рейсті күтеді. Барғанда да, қайтарда да. Оның да сонда бір қиындықтары бар. Бірақ жаңағы билет жағынан арзанырақ болатын. Бірақ жаңағы ережеге сай былай өзгертті ғой. Сондықтан биыл біз сондай рұқсат алып, ол ереже бойынша әр ел бұдан былай өзінің тікелей рейстарын тікелей алып кетіп, өзі Қазақстан жауапты деп айтып отыр. Оны өзгерткен жоқ, оны өткенде барып, оны сөйлесіп келді, бас мүфтиіміз де сөйлесті, біз де барып сөйлестік. Ол мүмкін емес деп отыр, ол ереже. Ол өзгермейді. Ол өзгермейді. Тіке барып, тіке қайту керек. Тіке қайту керек. Енді оны шештік. Келесі мәселе бізде қазіргі қонақ үй аламыз. Сол қашан барып, қашан қайтуымызға байланысты қонақ үй аламыз. Қонақ үйде енді әртүрлі бағасы мешітке жақын, Әл-Харам мешітіне жақын болса қымбаттырақ, алыста болса арзанырақ. Енді қазір кезде өздеріңіз білесіз, шілде айына келіп отқасын қатты ыстық болғандықтан біз әрине жақынырақ алуға тырысамыз қонақ үйді. Иә, қазір баға да өзі әртүрлі, білесіздер ғой, базарда қымбат болған, қазір сәл түсіп жатқан сияқты. Сондықтан біз де барып саудаласамыз, сөйлесеміз, ана қонақ үйді қараймыз, мына қонақ үйді көреміз деп. Қазір кезде өзіміз мына қонақ үй бойынша бекітілді. Біз сол қазір 3 пакет жасап жатырмыз. Біреуі жаңағы енді люкс пакет деп аталады, өзі былай бекітіліп кеткен ғой, люкс, яғни харамға жақын, бірінші линияда 100 метр қағбаға жақын, мешітке жақын жалпы. Адам кіріп, шығып гостиницадан мешітке. Ол біз жаңағы Шератон гостиницасынан отыр. Көп болса бір 100 метр. Я қазір жаңа жағынан кірсең, тікелей кіріп кетесің. Жаңа көпір арқылы. Көпір арқылы былай 0 километр деп айтуға болады. 0 деп айтса да болады, 100 метр. Шыққан қарамдасың ғой. Ол ыңғайлы, иә. Енді бұл жерде бағасы әрине сәл жоғарырақ болады. Иә, бұл жерде кім жағдайы бар, сол пакетті алады. Екінші бізде жаңағыдай жағдайы сәл төменірек комфорт пакет. Жағдайы төменірек емес, бағасы төменірек деймін. Бағасы төменірек. Бағасы төменірек, ол комфорт пакет, 1,5 километр жерде орналасқан. 1,5 километр жерде орналасқан. Ол автобусы бар, бірақ. Автобусы бар. Жүріп тұрады автобусы бар. Бірақ үлкен анау қазылық уже бәріміз бастаған кезде автобустар тоқтайды, кейде бір жаяу жүріп болатын кездер болады. Бірақ жалпы өзінің автобусы бар. 4 жаңағы жұлдызды, тамағы жақсы қонақ үйді алып отырмыз.
Және одан жаңа төменірек баға, ол жаңағы стандарт деп айтайық, экономда емес, одан жоғары. Осы 3 пакетті жаңағыдай қойып отырмыз. Бағасы бәрі енді Инстаграмда өзі бар. Соған сай арасы жаңағыдай бір $1000, $500 шамасы. Бірақ палатканың арасында айырмашылығы, иә. Бір $500, $1000 бар, арасында айырмашылығы. Бұл жерде өздері таңдайды енді қажыларымыз. Қайсысын таңдайды? Шатырды. Иә, пакетті. Шатырды біз енді мейілінше біз жақсырақ жасайын деп отырмыз, өйткені ол жақта негізгі құлшылық өтеді. Адамдар өзінің қай пакетке болса да жақсырақ шатыр дейсіз. Жақсырақ шатыр жасаймыз. Мүмкін сол да баға сәл қымбаттау болатын шығар. Қай пакет болса да? Қай пакет болса да, жаңа шатырдағы жағдайды жақсартады. Жағдай бәріне бірдей бола ма сонда? Бірдей болады, иә. Өйткені біз енді ол жерде былай ғой, жаңағы То есть 2 мезгіл, 3 мезгіл тамағы деген сияқты. 2 мезгіл тамағы, иә. Кондиционері, анау гипсокартон, жататын жері, иә. Неге? Өйткені ол жерде 3-4 күн боламыз ғой. Күн ыстық, Мина, Арафа, Муздалифа. Негізгі құлшылық болатын жер ғой. Негізгі құлшылық. Біздің ниетіміз жаңағыдай бір басқада болып кетпесін, құлшылыққа, дұғада болсын, намазда болсын деген ниетпен сондай жасайын деп отырмыз иншалла. Сонда жаңағы пакеттің бағасына сиіп отырмыз ғой в целом, да? Жалпы, иә, енді бұл жерде жалпы осы Қазақстан бойынша біз де қарап отырмыз ғой. Әр компания бұл жерде ешкімнен бір қатты жоғары, бір өзі пайда көбірек табамын деп жасаймыз. Әйтпесе қатты төмендетіп жатқан ешкім жоқ мысалы. Бәрі бір уровеньде бар. Бұл жерде сол өзіміздің жинақтаған төлемдер, қызметтерге сай өзіміздің жаңа комиссиямызды қойып, сөйтіп жаңағыдай баға шығарып отырмыз. Ол былайша айтқанда ойнайды, көп айырмашылығы жоқ. Және қажылардың өздері қай компанияны сенімдірек, қай компанияны мысалы қызметіне, қонақ үйіне, жаңағы шатырдағы жағдайына байланысты таңдайды. Биыл бізде жаңа ұстаз имам деп жатсыздар ғой. Муфтият тарапынан бізге кім қойылып отыр қазір? Күтіп отырмыз, әлі белгіленген жоқ, енді айтылады. Ал неше бір группада қанша адам болады? Бір гидке? Жалпы біз мына муфтиятпен де келісім шарт жасаймыз. Сол кезде 30-40 адамға бір гид. 30-40 адамға бір гид. Кейде 50 адамға дейін болып кетіп жатады. Өйткені енді қалай айтса болады, біздің гидтер тәжірибелі, бәрі 40-50 адамды алып кететін жағдайы бар. Гид жетіп жатыр ма қалай деп? Қалай? Гид жетіп жатыр ма деп? Ақырын сөйлесе бастасаң. Негізі сырымда тәжірибесі бар. Сырым біз қай жылдан бері сырым сторидан бастап. Халқым өздері сұраныспен не алмасаңыздар деп. Сырым біздің қызметі жақсы біледі, өткен бірнеше жыл қажыл үлкен қаз. Иншалла, дұға қылсын иншалла. Онда біраз не алған сияқты қой, онда мен гидтікке дайындалып кете берсем, қашан бітеді подкаст деп. Бірден кіріспесек. Бірақ жақсы бағдарлама болған сияқты. Менің ойымша енді көрген көрермендер әрқайсысы өзіне бір пайдалы ақпарат алады деген ойдамыз. Бәрекелді. Үлкен рахмет. Подкаст деген енді бір аса бір қоштасу деген нәрсе болмайды. Рахмет. Ал, рахмет. Рахмет.